үкіметті сотқа бердіңіз ғой, Сонда елшіміз маған анау жаңа бос бюллетенді Нұр Отанға тастап жібер деп сондай маған бұйрық берді. Президент Тоқаев жаңағы Біріккен Ұлттар Ұйымына хатшы болып барады деген әңгіме айтылып жатыр. Ике далбасы болып тұр ғой. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ара медиа арнасында әңгіменің ашық алаңында бүгін студиямызға қонаққа бұрынғы дипломат, саясаттанушы деп айтуға да болады, қоғам белсендісі Қазбек Бейсебаев шақырып отырмыз. Қош көрдік. Сондай-ақ Асылхан Мамашұлы бар, ол кісіні енді ерекше таныстырмасақ тағы ренжиді. Мен таныстырмай қой, өйткені өзімде тілшім ғой жерде. Күнде кешке сағат 4-тің шамасында күн батып кетеді. 4-тің кезінде ме, 5-тің кезінде ме, сағат 6-7-тің шамасында күн батып кетеді да. Күнде отырып алып талқылаймыз, осы сағат ауыстырғанымыз дұрыс болды ма, қалай үкіметтің шешімі деп. Сосын ойландық та сіз шақырайық дедік. Сіз жақында осы мәселеге байланысты үкіметті сотқа бердіңіз ғой, Иә. Өзі көктемде қабылданды емес пе биылғы сағатты өзгертеміз деген мәселе. Соны одан кейін жаңа 50 мың адам қолын жинасаңдар, үкімет қайттан қараймыз деді. Қарап шешімді қабылдады тағы. Бұрынғы шешімде қалдырды ғой енді арқасында. Сосын сіздер сотқа бердіңіздер, Сотқа бердім. Не қылдыңыздар сонымен? Соттан жеңдіңіздер ме? Жоқ, сот біздің петициямызға бас тартты. Бізге жоқ деп айтты. Бірақ біз оны күттік. Өйткені сот бізге солай жауап берген, бізге бір жағынан жақсы. Өйткені енді біз келесі біздің қадамымыз біз жоғары сотқа береміз. Жоғары сотқа береміз. Өйткені үкіметтің шешімі енді дұрыс емес деп біз санаймыз. Содан кейін жоғары сот бергеннен кейін, егер жоғары сот бізге қайтадан жоқ десе, біз конституционный сотқа береміз. Егер тіпті конституционный сот олда жоқ десе, онда біз халықаралық деңгейге шығамыз. Біз негізі мақсатымыз халықаралық деңгей. Неге? Бізге жоқ деді ғой бірінші үкімет. Біз енді біз петиция 50 мың қол жинадық. Содан кейін бізді қараған сауда министрлігі қарады, бізге жоқ деді. Қанша отырыс болды, біздің жақтан сарапшылар болды, олар үкіметтің өкілдері ол жақтан болды. Әйтеуір бізге жоқ деді олар. Бірақ олар айтқаны бізге ең маңызды, олардың ресми жауабында да, сотта да соны дәлелді. Олар былай айтты: біз 3 жыл зерттейміз, не болған. Кейін сосын нақты бір соңғы шешім жауап сондай береміз деп. Ол не көрсетіп жатыр? Осы сөзбен біздің үкімет мойындап жатыр. Біз үкімет 15 миллион халық уақыт өзгерген белдеуде тұрады. Солардың эксперимент жүргізіп. Эксперимент, зерттеу алаңы болып қалып тұр. Біз сондай орысайда подобный кролик дейді. Біз сондай зерттеуді біздің халықта 15 миллион зерттеу өткізіп жатыр. Ол деген өздері мойындап жатыр. Біз осымен біз бір жаңа біз жоқ деген біз оны күтіп жатырмыз. Содан кейін конституционный сот жоқ десе, біз Біріккен ұлттық ұйымның ұйымдары бар, соған барамыз. Халық адам құқығы туралы соған береміз. Соны көрсетеміз. Міне Қазақстан қайталап айтамын, ресми түрде мойындады. Біз 15 миллион халықтың эксперимент өткізіп жатырмыз. Не істейміз? Сонда біздің үкіметіміз сондай. Санаспайды халықпен. Сонда сіздер тағы да ана сотқа барасыздар, одан мына сотқа барасыздар, сөйтіп жүргенде біз өсіп жүре береміз бе енді күн батқанда? Енді сұраған сөйте орынды, енді басқа жол жоқ. Ресми түрде, егер біз халықаралық сотқа жету үшін біз осының бәрін өту керек. Мәжбүрміз, онсыз болмайды. Енді біз негізі ойлаймыз ғой, біздің үкіметіміз енді былай енді дұрыс істейтін, бас істейтін адамдарды біз ойлаймыз ғой. Бірақ олар ондай емес болып тұр. Бастар істемейді. Есі дұрыс адам ондай шешім қабылдамайды. Біздің елімізде толып тұрған мәселе, проблемалар бар, толып жатыр. Бұлар оны шешудің орнына сағат өзгертті. Олар неге өзгертті? Олар айтады, біз күнге сай уақыт 1930 жылға шейін біз сондай басқа уақытта тұрдық. Содан кейін 1930 жылы Совет үкіметі декретімен ана уақытқа келдік. Бұл айтқанда 100 жыл сол уақытта тұрып отырмыз. Ешқандай проблема жоқ. Бірақ үкімет өзгертеміз деді. Жарайды,
олардың ұстанымы олар айтады, біз жаңағы күннің көзімен бірге тұру. Жарайды, сай күннің көзімен келістік. Бірақ бізде Қазақстанда 4 сағат белдеу бар. 4. Егер олай болса, онда бөлейік. Онда тұрайық. Жарайды, бізде Қазақстанда 2 белдеу бар. 2 сағат белдеу. Бұрыннан келе жатқан, жарайды. Егер сізді мына айттыңыз ғой, үкімет егер мына күннің көзімен сай тұрса, онда батыс жақты өзгерту керек. Міне сағатты өзгерттіңіз мына шығыс жақта, енді батысты да сөйту керек қой. Енді қараңыз, үкімет айтады, бір жағынан біз күннің көзімен жаңа сай болу керек, мынаны өзгерткен жоқ, батысты өзгерткен жоқ. Неге? Жауап жоқ. Жауапты сосын мен тағы қосымша айтып жіберейін, мына отырыс болды ғой, біздің мына үкіметтің министрліктің өкілдері бір қуыршақ сияқты бір дайындаған сөздер айтып бір, халыққа сай, халықтың денсаулығын ойлаймыз деп. Біз нақты сұрақ қойсақ, жоқ, бір не. Екінші мәселе, біз негізі мына қарсы жаңағы сауда министрлігі қарсы енді петициямыз болды ғой. Бізді петицияны кім қарап? Сауда министрлігі. Соны айтамын. Неге сауда министрлігі? Денсаулық сақтау министрлігі қарамай ма мысалы? Вот сондай заң бізде сондай. Енді мысалы сізге біреу енді бірдеме қастандық жасады, сіз сотқа барасыз, сотқа барсаңыз, жаңағы қастандық жасаған адам сізге сот болып тұр. Осындай болып көрінеді. Ол енді қараңыз, енді мына отырыс өткізген бір депутат, ол депутат жаңағы мына сол өзгертудің артында тұрған. Бұлай қарсы үкімет қысқаша айтқанда бәрін істеді, мына халыққа қарсы. Осы жаңа депутат дедіңіз ғой. Сол депутаттың аты жөні кім? Қай депутат? Ол депутат, Қостанай депутаты, мен кешірімсіз ұмытып қалдым. Бұрын ректор болған, университетте болған. Алматыда, Астанада мемлекет тарихи институтының директоры болған Әбіл деген кісі емес. Әбіл кісі дұрыс. Ол тарихшы ғой. Қайдан білейін, сол кісі өйткені негізі Қостанайда мына уақыт мәселесін көтерілген. Неге? Өйткені Қостанай облысы Ресейдің қателеспесе 3 облысымен шекараласады. Солардың 1 сағат айырмашылығы бар екен. Сол негізі мына сағат мәселесі, былай енді оны мойындау керек, Қостанай облысында кеуірінмен көтерілген. Сондықтан мына депутат, енді Қостанайдың депутат, сол негізі мына сағатты өзгерту сол кісі тұр артында. Денсаулық сақтау министрлігі емес, тарихшы тұрды сағатты өзгерту. Жаңа депутат деп айтып жатырмыз ғой, енді бір депутат өзгертті делік. Бірақ осы қыркүйектің басында сессия ашыла салған кезде бір топ депутат, бір емес, бір топ, Шығыс Қазақстан өңірінен шыққан бір топ депутат жиналыстан шыға салды да атақты үндеулерін жасады ғой. Біздің Шығыс Қазақстанда таңғы 2:30-да таң атады. Сиырдың мөңіреген дауысына оянасың. Кешкі 5-6-да тас қараңғы. Бізде де 2-ші ауысымда, 3-ші ауысымда оқитын оқушылар бар. Олар қалай айтады? Ауыл жерлерде тіпті көшелерде жарық жоқ. Енді жер үлкен болған соң география бойынша уақыт белгілеп алдын ала зерттелу керек еді. Денсаулыққа қаншалықты зиян екені, қанша энергия біз артық шығындап жатырмыз. Сондықтан енді бүгін арнайы фракцияны жиын өткіздік. Уәде еткендей өздеріңізге алдағы уақытта осы парламенттің жалпы отырысында тыңдау өткіземіз. Депутаттар сөйтіп айтпақшы, бұл айтпақшы неден кейін ғой? Жаңағы петицияны үкімет қарады ғой. Үкімет қарап болды. Содан кейін барып, бір аптадан кейін енді біз өзгертеміз деп шықты да. Сол кезде қайда болды ана халық шулаватқан кезде? Олар неге қосқанда жоқ өздерінің үндерінше? Ол ана өзгертіп жатқанда да үндеген жоқ қой, бірақ енді ана жазда демалып келді, сосын жаңа сессияның алдында сессия ашыла салған кезде бір топ шықты ғой. Әтештен де ұят болды, сиырдан да ұят болды дегендей сөз айтты. Сіздер енді сотқа беріп жатсыздар ғой. Сотқа беріп жатқан топтың ішінде сол депутаттар бар ма, жоқ па? Жоқ. Олар неге қосылмайды? Ой, енді депутаттар біздің бір жеке әңгіме осы. Кейде осы біздің депутаттар бізге сол біздің күнәміз бар ма деп кейде ойлайсыз, осы неге осы біздің депутаттар деп. Енді сіз дұрыс айтасыз. Құдайдың берген жазасы ма деп ойлайсыз. Кейде сөйтіп ойлаймын. Өйткені мына депутаттар, ана біз күресіп жүргенде енді жазы бойы біз күрестік қой, жиналыс болды, отырыс болды, мынау үндемей отырды. Біз кейбір депутаттар шықтық. Өздерін айттыңыздар, Өздерін айттыңдар. Бізге сіздерді енді бізге көмектен. Олар жарайды қойды. Енді жаңа сіз айтқандай бір топ депутат айқай-шу көтерілді. Біз көрсетеміз. Біз үкіметтің мүшелерін жиналысқа шақырамыз, оларға сұрақ қоямыз деп. Сол депутаттар қазір үндемей жүр. 2 ай өтті. 2 ай өтті, үндемейді біз. Біз мынандай енді өзіміздің енді бір топ чатымыз бар сонда. Жаңағы петицияның артында тұрған азаматтар. Сонда депутатқа шықты ғой.
Олар былай айтады, кейбіреулер айтады, біз қолдаймыз, бірақ үкімет ұстанымы осындай. Мен бір нәрсені түсінбеймін да, мысалға енді өздеріңіз айтып жатсыздар ғой, бірақ мына кешкі сағат 6-дан кейін, 5-тен кейін қараңғы кетеді ғой. Қараңғы кетеді, свет жағамыз бәріміз. Ал бірақ үкімет айтып отыр, атом электр станциясын салмасақ, бізде энергия қуаты жетіспейді дейді. Енді энергия жетіспейтін болса, онда неге біз 1 сағат бұрын жағып жатырмыз светті? Бүкіл республика бойынша жаққанда оған қаншама энергия кетеді ғой. Дұрыс айтасыз. Мына бірінші бізге мына энергетика министрлігі айтты, жоқ, ешқандай жаңағы проблема жоқ, мына пайдалану көтерілген жоқ, мына бәрі дұрысты. Бірақ кейін осы Алматы энергия деген өз бір ресми жауабында жазды, көтерілді. Көп пайдаланып жатыр дейді ғой. Иә, көп пайдаланып жатыр халық, оның себебі жаңағы мына сағат өзгергеннен кейін, уақыт өзгергеннен кейін. Оны мойындады. Енді біз оларға енді мына ол бір мәселе. Екінші мәселе біз айтамыз, енді сіздер енді мына неге болды жауап енді егер сөйтіп мойындасаңыз енді неге мына энергетика министрі үндемейді? Олар ұстанымы бұрын болды. Оған қосымша мына біз денсаулық министрлігі. Олар қанша отырыста болса, олар айтады, жоқ, ешқандай әсер еткен жоқ. Мына біз зерттедік, әсер еткен жоқ. Қуыршақ сияқты бәрі. Бәрі отырған қуыршақ робот. Бір ғана жауап. Еш нәрсе болған жоқ, бәрі жақсы, мойындаймыз, халықтың үкіметтің шешімі өте дұрыс. Мен кейде болса, мен оларға айтамын, сендер енді жарайды, сен жаңағы чиновниксің, бірақ сен осы елдің азаматысың ғой, неге сен үндемейсің? Жоқ, үндемей отыр. Анау петицияны қарау заңы бойынша, өз заңы бар ғой, петицияны қарайды үкімет, жаңағы 50 мың адам қол қойса. Егер үкімет содан шешім қабылдаса, оң болсын, теріс болсын, бір шешім қабылдайды ғой. Содан кейін 3 жылға шейін ол мәселеден қарамайды екен ғой. Солай ғой заң бойынша. Үкіметтің айтып отырғанда сол ғой жаңа. 3 жылға шейін бұл өзгермейді деген сөз, Сонда біздің ана петициямыз не болды өзі? Мысалы, сіздер кезінде дауыс жинап жатқанда, сіз бірнеше рет жаздыңыз, жаңағы система істемей тұр, жүйе істемей тұр деп, енді 50 мың қол деген жинауда оңай шаруа емес қой былай айтқанда. Енді өзінде айтты, еститін мемлекет жаңағы халқына жеке-жеке ұсыныстар болмасын, жаңағы топтасып, жаңағы петиция болсын, бір алаңда, кәдімгі ресми алаңда осындай қоғамдық бастамалар көтерілсе қараймыз деді. Сонда өзі жаңағы мысалы 50 мың адам жиналды, петиция жасалды, петиция жүйесі іске асты. Содан пайда болып тұр ма? Сол петиция деген негізі далбасы болып тұр ғой. Айтты ғой, біз үкімет, біз халықты тыңдаймыз, халықтың жаңағы не айтқанын жаңа тыңдаймыз. А бұлар не көрсетіп жатыр үкімет? Далбасы, енді айтты ғой жаңағы, біз шешімді сауда министрі қабылдады, сосын енді біздің петициямыз олар қарайды. Қалай? Сондықтан мына петиция далбасы болып тұр, жай сөз болып тұр. Ол бір жағынан жақсы нәрсе ғой, негізі петицияны егер халық наразы болса, 50 мың адам қол қойса, онда біз қараймыз деп. Ол жақсы нәрсе. Бірақ енді шешім қабылдаған кезде бәрі осы бұрынғысынша қалып тұр ғой. Ол тек қана сағатқа байланысты емес, ол тағы бір петиция болды ғой, бір 2 петиция ма қарады осы уақытқа шейін, үкімет. Тағы бір петиция болды, 50 мың адам қол жинады. Утил сбор бойынша, утил алым бойынша да ол да қалды жайына. Мен бір нәрсе есіме түсіп отырды. Жаңа сіз 3 жыл деп отырсыз ғой, баяғыда Әл-Фараби даңғылы бар ғой, Алматыда. Соны кім осының алдында әкім бар емес па? Сол келіп өзгертті ғой. Келді да 80 Байбектің кезінде. Мынау 80 деген жылдамдық 80 ғой жерде. 80-мен жүрсең, жаңағы жол апаты көп болады екен, анау болады екен, мынау болады екен, 80 деген болмайды, 60-қа түсіріңдер. Сонымен 60-қа түсіріп еді, Әл-Фараби өзі де тасбақа көше ғой, одан сайын тасбақа болып қалды. Сонымен жүрдік қой, тағы 5-6 ай сөйтіп жүрдік. 5-6 ай ма, 4 ай ма, сөйтіп жүрген кезде әкім кетті, орнына жаңа әкім келді ғой. Айтпақшы сол кезде жаңағы Байбектің сөзін қуаттап, біздің жол полициясы бар ғой, мен соларға барғам. Сонда айтты, я мынандай апат болады, жол апаты. 80 болғандықтан ғана осындай болып тұр деп. Сөйтіп түсіндірді ғой. Басқа да сол статистикалар келтірді адам. Енді адам сенеді сенбейді өзі біледі, бірақ сондай статистикалар келтірді олар. Нақты мәлімет деп. Сол бір күні жаңа әкім келді ғой. Жаңа кеше Қаңтар оқиғасында қашып кеткен әкім аты кім еді? Сағынтаев келгеннен кейін көп ұзатқан жоқ. Алтыда 60 деген болмайды екен, ол 80 деген дұрыс екен деп еді. Қарасам статистиканың бәрі көрсетіп тұр да, жалпы 80 деген дұрыс екен, 60 деген дұрыс емес екен деп. 3 жылдан кейін сонда біз енді өспей отырамыз ғой. 3 жылдан кейін айтамыз, баяғы уақытты бекер ауыстырыппыз, оны ауыстырғанымыз дұрыс болмапты деп. 3 жылымыз кетеді ғой сонда. 3 жыл кетеді, бірақ меніңше 3 жыл кетпейді. Өйткені мына қазір енді сіз айтты, ерте күн батып жатыр ғой, сондықтан меніңше мына ең бірінші кімге әсер етіп жатыр, мына біздің балалар
Мектепке баратын балалар түстен кейін оқитын балаларға қиын болып жатыр. Түстен кейін оқитын балаларға. Сондықтан меніңше мен ойлаймын, мына ата-аналар сол бірдемені көтерілмесе де бірдеме айтады. Соларға үміт бар. Мен енді тағы айтайын деген, уақыт туралы неге өзгерді анамны? Бізді ойладық, біздің тобымызда неге өзгерді, неге мына шешім қабылдады? Біреулер айтады, Астанада жиналыс өткізу лайық болсын. Иә. Батыс Қазақстан облыстары, Атыраулар олар жұмысына келеді. Атырау неге? Атырау әлі келген жоқ қой жұмысқа. 9-да жиналыс өткізейін десе, Атырау келген жоқ. Енді Астанада бастықтар отыр ғой. Қалай мен бастықпын, алар жұмысқа әлі келген жоқ. Сондықтан ол бірдей болсын деп. Сосын екінші мәселе Қытайдан үлгі алған. Бәрі айтады, Қытайда бір уақыт. Содан алған. Енді Қытай ол жеке мемлекет. Ол енді бұл негізі дәлел емес. Сондықтан мына шешімі түсініксіз, ешқандай негізі. Бұлай егер жаңағы утилизбор алсақ, утилизбор түсінікті. Екі жақта не бар? Аргумент бар әйтеуір. Аргумент бар. Экономик аргумент. Сосын шындықты айту ақша да бар. Екі жақта үлкен ақша тұр. Мына атомный электростанция, ол жақта да екі аргумент бар. Екі жақта да ақша. Амында не тұр? Түсініксіз. Біз нақты сұрақ қоямыз үкімет өкілдеріне, жауап жоқ. Осыған байланысты Олжас Бектеновтен сұрақ көрдіңіздер ме? Жалпы Олжас Бектенов дәл осы уақытқа байланысты пікір білдірді ме? Олжас Бектенов турында жаңағы сауда министрі болды. Сосын жақында кім жауап берді ғой, премьер-министр орынбасары, ол айтты, жаңағы қайта 3 жыл тексереміз деп айтты. Міне сол. Олжас Бекенов бір сөз айтқан. Жалпы сөйлеудің кісі ме ол кісі? Сіз сұрағыңыз өте орынды. Премьер-министр, бір мемлекеттің премьер-министрі былай ашық сөйлеп, бір мәселеге байланысты шешімді айтып отқан көрдіңіз. Сұрағыңыз өте орынды. Мен кейде ойлаймын осы, мен кейде өзім азамат ретінде ойлаймын. Осы мына біздің премьер-министр, мүмкін басқа мемлекеттің премьер-министрі. Жоқ, енді қалай? Мен қайталамын, 15 миллион адам. 15 миллион адам нешеде тұрады, нешеде жатады. Бір шешіммен оны шешіп тастады. Бір үкіметтің указын. Неге сіз халықты сұраған жоқсыз? Неге сұрап 15 миллион ғой? Біз мына өзіміздің үйімізді біз бірдеме шешім қабылдау үшін мына кішкентай балдан сұраймыз ғой. Сен жаңағы демалысың болады ма? Сен уақытың бос па? Бара аласың ба деп. Бұлар санаспады біз. Референдум өтсе солай. Бізде референдум өтсе. Енді сұрақты өте орынды қойыңыз. Біз ойлаймын, неге біздің премьер-министр үндеген жоқ? Сосын мына ол ең қызығы бұл мынаған қол қойған жоқ. Негізі мына оның алдында болған премьер-министрдің қолымен шықты мынау шешім. Айтса айтады, мен емес анау деп. Жоқ, ол да жоқ. Алдында кім еді? Кім? Алдында премьер-министр. Алдыға премьер-министр шатасып қалдық. Қысқасы сол Әлихан Смайылов. Біреуге кетіп Әлихан Смайылов. Жауап жоқ. Шынымен осы кімдік, сіз кім үшін? Бізге айтады, біз халық үшін, мына шешім халық үшін, халықты ойлап жатыр. Егер 3 жылдан кейін қайттан осы шешім өзгерсе, онда Әлиханды ұстау керек болды ғой, да? Жаңа премьер-министр сөйлей ма деп отырсыз ғой. Есіме бір не түсіп кетті, бірақ енді мен нақты білмеймін, бірақ өзім бақылауымда осы премьер болғалы бір жылдай болып қалды ғой, бір 7-8 ай болды ма, сондай болды. Енді аймақтарға барып жүр, жаңағыдай бір нысандарды тексеріп жүр, анау-мынау деген сияқты, бірақ осы әкімді қабылдады дегенді естімеймін сол кісінің. Облыс аудан әкімдері ме? Облыс аудан әкімдері. Қабылдап отырған шығар енді олар? Жоқ, Астанадан ондай бір ресми хабар шықпайды ғой. Премьер-министр осындай күні бір облыс әкімі қабылдапты дегенде әлі хабар көргем жоқ мен мысалы. Енді ол былай қарағанда тікелей жұмыс қой. Сондықтан жаңа сіздің сұрағыңызға біздің қонағымыз Қазкең емес, облыс әкімдері де жауап бере алмайды деп ойлаймын. Соны жаңа сіз нені айтып отырсыз ғой, бір есіме түсіп кетті. Енді былай әңгіменің ашығы ғой, енді былай жаңа ел арасында осындай күрделі мәселелерде жұрт түсінбейтін, біз түсінбейтін мәселелерге бір ел арасында оңай жауап табу болады ғой. Сол жауаптарға кейде біз сеніп қаламыз өзімізше. Жаңа Әл-Фарабиді 80-нен 60-қа жылдамдықта түсіріп тастады ғой. Соны бір түнде сапардан келе жатырмын да, таксимен жаңа Әл-Фарабимен келе жатырмыз ғой. Соны жол ашық Әл-Фараби даңғылда. Машина жүрмейді жаңа 60-пен. Соны Есентайдың қасында өтіп бара жатқан сосын жаңа таксиге айтып жатырмын да. Осыны неғып 60-қа түсіріп тастады деймін ғой енді. Сөйтсем айтады да, Есентайды көрсетіп, мына үйде Бауыржан Байбектің әйелі тұрады екен деп айтады дейді. Соны түсінбедім, не болыпты десем, бір күн түнде машиналар қатты жүреді ғой 80-мен. Жоғарғы этаждан машинаның шуы көп естілетін болу керек дейді. Соны Бауыржанның әкімнің әйелі айтыпты дейді.
Бауыржан, ты аким или не аким деп. Мыналар мені ұйықтатпай жатыр ғой деп. Содан жаңағы Бауыржан Байбек 80-нен 60-қа түсіріп тастапты дейді. Енді ол былай айтқанда енді халықтың пікірі ғой енді. Жоқ, кейде шешім солай қабылданады ғой. Кейде дәл сол болмаса да. Ол нақты болмаса да жаңағы халық кейбір бір нелерді бір иронияға салып жібереді ғой енді, сама иронияға дегендей. Енді қазір сіз мысалы шетелде көп жүресіз. Мысалы Шығыс Еуропада халық ерте тұрады, кеш жатады. Көп батыс елдерінде мысалы түнде бір 9-дан кейін көшеде адам көрмейміз. Ерте тұрады, ерте жатады. Иә. Ерте тұрады, ерте оянады, ерте ұйықтайды. Барлық қалаларды қарасаңыз бір тым-тырыс болып қалады. Енді мысалы жарайды, енді ол сағатты шегеріп тастағанның, артқа шегеріп тастағанның себебін таппасақ та енді бізде де сондай бір не енгізу керек еді. Мысалы жұмыс таңғы сағат 8-де басталады дегендей. 7-де басталсын. 7-де басталсын да. Ақыры жаңағы күннің тез 7-де сауда министрі ұйқысынан тұра алмайды. Мынау енді сұрағыңыз өте орынды. Кейде осы ойлайсың, мынау үкіметтің қабылдаған шешімдер бір түсініксіз деп мен айттым ғой. Жаңа тағы бір қосымша айтайын, біздің премьер-министрді. Кеше ғана мен бір не оқыдым. Премьер-министр тапсырма берді, ненің өнеркәсіп экономикада көтеру. Кешіріңіз. Ол тапсырма бермеу керек қой. Тапсырып берсең де сен оны көтере алмайсың. Оны өнеркәсіпті көтеру үшін бірінші сен завод сал, фабрика сал. А оны қалай? Не, қараңызшы, міне тапсырма берді, экономика көтеріп. Қалай? Бұлар оны не көрсетіп жатыр? Оны көрсетіп жатқан жаңағы біздің үкіметте отырған адамдар экономикадан енді бейхабар деп айтуға болады. Бізді басқарып жатыр, иә. Енді жаңа сағатты міне қабылдады, ананы қабылдады. Міне ол бір. Енді сіз жаңағы айттыңыз ғой, бұлар енді шынымен иә, егер сіздер ерте барыңдар жұмысқа. 7-де барыңдар, 8-де емес, 7-де барыңдар. 7-де барып жұмыстарды атқарыңдар. Содан кейін 4-те келесіңдер. Онда мен қабылдаймын. Онда дұрыс, шешіміңіз дұрыс деп айтуға болады, мүмкін. Көрдіңіз бе? Өздері бұлай ұйқын қандырып, содан кейін жаңағы жұмысқа келеді. Мына сіздің сұрағыңыз бір жағынан көрсетіп жатыр. Мына қашықтығы, мына жай халықпен үкімет арасы көбейіп жатыр. Біз жақсылыққа келмейді. Біз енді тарихтан хабарымыз бар. Мынандай билік халықтан алыстай берсе, ертең халық көтеріледі. Халық өзінің жаңағы сөзін айтады. Ол жерде жаңағы аргументтер аргумент емес қой. Мысалы 1930 жылдар дейді. Жарайды, ол кезде Қазақстанда өндіріс болған жоқ. Қала, үлкен қала мысалы шоғырланған жоқ. Бәрі мысалы жаңа табиғаттың несімен малмен ерте тұрады. Дұрыс айтасыз. Енді қазір заман басқа ғой. Заман басқа. Неге мен сізге былай айтайын. Мына қазір осы жерден шығып, біз мына 3-ші, 4-ші сыныпта оқитын, 5-ші сыныпта оқитын сұрасаң, осы сұрақ қойсаң, ол дұрыс жауап береді. Айтады, жоқ, қажеті жоқ өзгерту. Мына біздің үкіметте мен білмеймін, бұлар мектепті бітірді ме, дипломдар бұлар шын ба, немесе бір жалған диплом алған. Бұлар шынымен халықтан алыс жүрген адамдар. Өздерінің бір несі бар, бір әлемі бар. Сонда жүреді жаңағы. Өздерінің бір-біріне айтады, бәрі жақсы. Қазеке, бізде кейде өкіметте, жалпы билікте кейбір қате шешімдерді түзететін бір өздерінің әдеттері бар ғой. Түзетеді, халыққа жақсырақ көрінеді. Біз кезінде осындай қателік болған, оны түзеттік дейді. Мүмкін сол кейін түзету үшін жасалған қате шешімдер шығар дейді. Кейін үкімет ауысқан кезде басқа үкімет келсе, мысалы, премьер-министр мысалы, басқа президент келген кезде, мынау кезіндегі дұрыс жасамады, мен халыққа жасап жатырмын деп жаңадан бір нәрсе түзей салатын шығар сол кезде. Мүмкін енді мен де сондай ойда болғанмын, бірақ меніңше бұлар енді не сияқты тұр, кәдімгідей өзгермей тұр бұлар. Бірақ енді бәрібір халыққа өйтіп тәжірибе жасауға болмайды ғой. Жоқ, біз мына мен айттым ғой, жаңа депутаттармен сөйлестік, депутаттар біз енді хабарымыз бар. Олар бізге айтты, кейбір депутаттар аттарын айтпай ақ қойын, олар біз көтердік бұл мәселені, үкіметке айттық, былай тұрып алған ерегесіп алды. Неге ерегесіп алды, түсіндірсіз. Меніңше бір ең жоғарыда қабылдаған мәселе шығар. Басқа жоқ, енді түсініктеме жоқ. Мен білмеймін, шынымен біз топ адамдар отырдық, неге бұлай қабылдады, бұлай жоқ. Өздері де сосын мына шешім қабылдаған жарайды, мен оларға айтқам, сендер жарайды, өздерінің ұстанымын өзгертпеңдер, бірақ дұрыстап жасамайсыңдар. Бірінші халықтың ойын біліңдер, иә? Жаңағы референдум сияқты бірдеме сұраңдар, қазір бар ғой, интернет арқылы бір сұрауға болады ғой. Екінші, содан кейін бұлар
шешім енді жаңа бірінші халықтың ойын біліп содан кейін ана айтады ғой отырыс. Бұлар ана бірінші отырыс болғанда қабылдамай тұрғанда қатынасқан адамдардың 90% қарсы болған. Енді 5-6 ғана адам қолдаған. Бірақ оған қарамастан мынандай шешім қабылданды. Сондықтан мен бұл түсініксіз. Мен айтып тұрмын, мына біздің мемлекет ол біздің үкімет бұл біздікі ме? Не басқа өздері бір жерінде өздері тұрып жатыр ма деп. Дубайда тұрады ғой. Олар дұрыс айтты. Дубайдағы мен есептейтін болса керек ұшақтың уақытына туралайтын шығар бәлкім, кім біледі енді оны. Мүмкін солай шығар. Дубайда біз жақында біз білдік қой, Дубайда бұлар жылжымайтын мүліктер бар. Бізге олар ақыл айтады, елі сүйдейді, өздері ақша жасап алып Дубайда. Айтпақшы, үкіметтің осы шешімін Аманат партиясы қолдады ма жоқ па? Біз Аманат партиясымен негізі қайтадан біз енді хабарда болдық қой, өкілдер мен депутаттар бар ғой Аманат партиясының. Олар негізі Аманат партиясы, олар менің естуімше, олар негізі біздің жақта үкіметке қарсы. Бірақ үкіметке күші жетпей жатыр. Жоқ, қалай күші жетпейді? Ол үкіметтің мүшелерінің бәрі Аманат партиясының мүшелері. Ол не көрсетіп жатыр? Ол не көрсетіп жатыр? Біздің жаңа Аманат партия емес, мына біздің мәжіліс үкіметтің қасында еш нәрсе емес. Негізі былай болу керек қой. Негізі мәжіліс бәрін шешу. Мәжіліс айтқан, өзгертіңдер деп айту керек қой. Мыналар дым емес. Президент үкіметті бекіткен кезде үкіметті өздері ұсынады ғой енді. Содан кейін парламентке береді, мәжіліске. Мен мына адамдарды бекітемін, сендер қолдайсыңдар ма, қарсысыңдар ма деп. Солай сұрайды ғой. Солай, иә. Солай болды. Енді олай болғандықтан енді парламенттің қайтадан сұрауына болады ғой. Біз адамға келісім бергенбіз, бұл адамға біз айтқанымызды істетеміз деп. Айтпаймын, мен өзінің партиясының мүшесі, енді Аманат партиясының мүшесі. Оның үстіне өткенде ана қыркүйектегі неде де жаңағы 5-6 депутат үндеу жасаған кезде спикердің өзі, мысалы Ерлан Қошаловтың өзі қараймыз деді ғой. Иә, қараймыз деді. Қараймыз деді. Айтпақшы, бұл үлкен нәрсе. Негізі парламент мәжілісінің спикері сондай уәде берген болса, уәде ғой ол былайша көпшіліктің алдында айтылған. Енді оны қарамаса, ол үлкен сын болады. Енді содан бері 2 ай өтті. Енді алдыға шығып айту керек қой, жігіттер біздің шамамыз келмеді. Халықтан кешірім сұраймыз, біз мандатты қойдық, кеттік деп айту керек қой. Біз сол депутаттарға сол сұрақты қойып жатырмыз, қашан шақырасыңдар? Үндемейді. Бізге бір соңғы жауап былай келді. Иә, спикер бізді қолдайды, бірақ үкімет ұстанымын өзгерткен жоқ. Енді бір сұрақ қояйыншы сізге. Парламентте 4 партия бар ғой қазір, 5 ма әлде? Республика, Аманат бар. Бір ғана партия біз кірген жоқ, мәжіліске ол ана байтақ партиясы кірген. Аманат бар, ЖСДП бар. Сосын республика бар, сосын ауыл ма қайсысы? Ауыл бар, сосын коммунистер бар, коммунистер емес, халық партиясы. Енді сіз көптен бері саясатта жүрсіз ғой, осы партиялардың Аманаттан қандай айырмашылығы бар? Оппозиция бар ма қазір парламентте? Мысалға бір оппозиция тұрып айту керек қой, сіздерді қолдаймыз, мына осылардың жасап жатқаны дұрыс деп ше, оппозициялық көңіл күйде. Сіз мына сұрағыңызбен өзіне жауап бердіңіз. Сұрағыңызбен өзі жоқ, өйткені оппозиция бар. Жоқ оппозиция. Мына бізде негізі оппозиция бар деп айтты ғой үкімет. Оппозиция мына кім саналады ғой, ЖСДП. Неге олар үндемейді? Олар фракциясы бар ғой, үндемейді. Сосын ана кім Ақ жол партиясы. Олар айтты ғой, біз парламенттік оппозиция. Үндемейді. Ешкім еш нәрсе айтқан жоқ. Сондықтан бізде енді оппозиция деген енді сөз енді жоқ. Оппозиция, партия бізде жоқ. Бәрі анау не жоғарыдан бастайды, бұлар бәрі жаңағы мақұл деп қолдайды. Мен сондықтан біз енді мына партия мәселесі бір сондай, бұл енді былай айтқанда бір көзбояушылық, сондай аты партия. Партия деген не? Партия бұл саяси қозғалыс. Саяси қозғалыс халықты қорғау керек қой. Бұлар жоқ. Мына дұрыс, мына сіз сұрағыңыз өте орынды, мына сағат белді өзгерту, мына бұларға не емтихан болды. Емтиханды бұлар ешкім тапсырылмады. Ертең міне мысалы мына партиялар айтса, біз халықпен десе, жоқ, біздің ешқандай партия мәжілісте отырған партия. Аманаттан бастап жаңағы ауыл партиясы біреу халықтың өкілі емес. Оны мен азамат ретінде мен ұстанымым осындай. Сіз өзіңізде бір қозғалыс құрмақшы болдыңыз, тіркеттіңіз бе? Қозғалыс тіркемейді ғой бірақ. Сұрағыңыз өте орынды, енді мен пайдаланып осыған мен сізге былай жауап бердім. Бізде негізі партия құру мүмкін емес. Неше түрлі кедергі бар. Ең басты кедергі бізді заң бойынша, партия заң бойынша, партия туралы заң бойынша сонда бірінші топ ұйымдастыру керек. Сол топты бастамашыл топ ұйымдастыру. Сол топты біріншіден тіркеу. Ауылына тіркеймін. Мына басқа мемлекет, өзімізді көрші мемлекеттер алайық енді. Мысалы,
Ресейде олар. Ресейде 500 адам жиналса, партия құруға болады. Бізде қанша? Бізде 1000 адам. 1000 адам жинау. Бастамашыл топтың өзі 1000 болу керек. Жоқ, бастамашыл тобы 1000 емес, ол одан да аз, бірақ мәселе ода сіз тіркемейді. Тіркемейді. А сіз нені бастамаушы топты тіркемесе, сіз ешқандай партия құра алмайсыз. Арға жұмыс істей алмайсыз. А егер сіз оған қарамастан, мен осындай партия деп жүрсеңіз, онда сізге жауапқа тартады, өйткені заң бойынша сізге жаңағы жазалайды. Құқыңыз жоқ ол. Құқыңыз жоқ. Сонда мына партия құру бізде толып тұрған кедергі. Енді қараңыз, мен жаңағы мына көрші Қырғызстан, Ресейді айтпай ақ қояйын жарайды, ол үлкен мемлекет. Өзінің Қырғызстан. Қырғызстанда қалай партия құрылады? Жиналды, неге адамдар, жиналыс өткізді, бітті, шешім қабылдады, содан кейін әділет министрге беріп тіркеледі. Мына басқа мемлекетте, Грузияда, жаңағы Арменияда, басқа дәл солай. Жиналдың, тіркеді, бітті. Грузияда мысалы жиналыс өткізгенде нотариус келеді, нотариус, жиналыс біз партияны құрайын деп жатырмыз. Нотариус келді, дәлелді қолын қойды, бітті, партия бар. Бізде жоқ, бізде жаңа топты тіркелу керек. Оны кім шешеді партия болып? Ол отырған әділет министрі бір жай чиновник шешеді. Ол кім? Негізі партия кім баға бер? Партияға халық баға бер. Мысалы, мен партия ұйымдастырдым, мен құрдым. Енді мен партияны мен халық қолдаса, маған сенсе, ол маған дауыс береді. А егер мен дауыс бермесе, онда менің партиям түкір тұрмайды. Солай емес пе? А бізде партия болады, болмайды, оны шешетін әділет министрі. Ол өте дұрыс емес. Мына осы кедергені не біздің бір депутаттар бізде заңды өзгеріс кіргізуге құқы бар. Бар депутаттар ешкім мәселені көтермейді. Негізі өткенде ана парламент қайтан сайланды ғой. Мен сол кезде күткем. Олар енді ар-ождан тұрғысынан таза бір өзінің бір ықыласынан осындай бір заңға өзгеріс енгізейік деп айтатын шығар, бастама көтеретін шығар деп ойлаймын. Сөйтсем мүлдем ондай мәселе көтерген жоқ та. Өздері өтіп алды, болды. Келесі сайлау не болатыны туралы ой жоқ ешқандай да. Бірақ енді біздің жаңа Қазақстан дейміз ғой енді. Жаңа Қазақстанның өзіне бір көзір қылып көрсететін бір несі бар ғой, ол жаңағы саяси партиялардың тіркеуімен жаңағы 40 мыңды адам қол жинауды 20 мыңға түсірдік дегенде мақтанышпен айтады ғой былай айтқанда. Сіз енді жаңағы бірінші кедергісін ғана айтып отырсыз, мысалы бастамашы топқа 1000 адам керек дегенде. Екінші кезеңі бар ғой, мысалы оны қазір есіме түсіп отырғаным, баяғыда Ақ жол партиясы бөлініп, мысалы марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлдар нағыз Ақ жол партиясын тіркеуге жаңағы дауыс жинады ғой, қол жинады. Енді қазіргі заңда да, бұрынғы заңда да бар, әр аймақтан кемінде бір 700-800 адам болу керек. Қазір мысалы 20 аймақ болса, әр облыстан жаңа 800 дей ма, сондай болу керек. Сонда нағыз Ақ жолды тіркеуде мынандай кедергі жасады. Астанада нағыз Ақ жолдың бастамашы тобы 1400-дей қол жинап барған. Заң бойынша 700 жетеді. Соны ана әділет министрлігі алғанда, мына қолдардың дұрыс емес деп бәрін браковать етіп жатамын ғой. Сол мен соттың бас аяғына дейін қатыстым. Сонда мысалы мынандай бір ағайынымыз шеттен келген, жаңа партияға өзі жазып неге кірген. Сол фамилиясы Қасқыр да. Бірақ аты Қасқыр да, фамилиясы жоқ па сондай. Сосын жаңағылар айтады ғой, мынандай адам атап алмайды дейді. Тауып алып келіңдер дейді. Болмаса ана арыз жазған кезде біреу мысалы ұлы деп жазып тастайды. Мысалы Асан Қайғы бірдеңке ұлы деп жазып тастайды. Соны олар жаңа немен жеке куәлікпен тексереді ғой. Соны айтады, мына жерде ұлы деген жоқ, мына жерде ВИЧ деп тұр ғой дейсіз. Бірдеңке ВИЧ. Ақ жол мысалы нағыз Ақ жол партиясын тіркейтін кезде тек сондай қателермен аналардың миына жіберді ғой былай айтқанда. Жоқ, бәрінде сөйтіп істейді ғой, барлығында солай жасайды ғой. Бүкіл ана қолдың бәрін қайттан бар. Қазір тіркелмеген партия жоқ ғой. Алқа партиясы қанша рет барды министрлікке, сол кезде мына қол дұрыс емес, анау дұрыс емес. Әйтеуір бір кілтипан табады да соны қайтарып жібереді. Бір себеп табады ғой. Енді осы партиялардың ақыр мәселесін айтып кеттік қой, бір партиялардың өшімізді алайық та. ЖСДП деген партия отыр ғой, оппозициялық партиямыз деп жүрді ғой баяғыда. Оны кезінде Жармахан Тұяқбай құрды. Сөйтіп Азатпен бір қосылып қайттан ажырады. Сосын оны Ермат Бапи басқарды. Сосын Ермат Бапи басқарып, ол партияның төрағалығын берем деген кезде, сол қазіргі отырған жігіттері, сол басшылары, қазіргі басшылары қалай алып қойған көргем мен. Жиындарын қатысқан едім сонда. Сонда партияның төрағасы отырған Ермат Бапидің өзі
таң қалды қатты. Тіптен басқара алмай қалды ана жерде. Көз алдында партиясын тартып алды да антура. Алып тастады, орнына қазіргі басшылардың біреуін қойды. Солар депутат болып жүр ғой қазір енді. Осындай жағдай. Енді Қазекең өзіне келсек қайтеді. Қазекең мен өте сізге қызығам маған. Мына Қазақстанда МГИМОны бітірген адамдар өте санаулы. Сосын МГИМОны бітіріп жұмыссыз жүрген адам жоқ меніңше. МГИМО деген ол Совет үкіметінің кезінде қандай жоғары оқу орны? Ол жерде екінің бірі оқи алмайтын оқу орны ғой ол. Қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев соны бітірген. Сіз бар, сол қанша адам өзі МГИМОны бітірген Қазақстанда? Сіз санайсыз кейде байқаймын. Енді мен қанша нақты қыз айта алмаймын, бірақ енді белгілі бір тұлғадан айтсақ, бұл кім? Ғани Қасымов. Ғани Қасымов. Ғани Қасымов бітірген. Сосын мына кім? Бұрынғы сыртқы істер министрі Ерлан Идрисов бітірген. Сосын кім бітірген? Анау біздің ұлттық банктың төрағасы Григорий Марченко бітірген. Сонда бар қалған енді мен танымаймын. Мен өзім Советтің кезіндегі бір элиталық оқу орны ғой ол. Оны бітіргендердің бәрі сыртқы істер министрлігінде жұмыс істейді кем дегенде, үлкен қызметке барады. Сіз жұмыссыз қалдыңыз. Қалай сол? Елші болдыңыз кезінде. Мен енді мына енді өзім туралы сұрақ қойып отырсыз ғой. Мен әкем енді соғыста болған адам ғой, сонда мен ойлайтынмын, бала кезімде мен сондай әскери адам боламын, офицер боламын деп сөйтіп. Біз енді ол кезде идеология болды, советтің идеологиясы жаңағы сондай мықты. Сөйтіп жүргенде бір күні мен ойланып қалдым, осы соғысқа әскери адам мүмкін басқа бір жол бар шығар, жаңа соғысқа бір қарсы деп. Сосын жаңа бір дипломат деген бар екен, сондай маман бар екен деп. Сосын мен ана өзім ауылдың баласымын, ауыл мектепте оқып жүргенде, сол 9 класста мен мына газет болды ғой, Правда деген, соған бір хат жаздым. Мен осындай ауылда тұратын баламын, жаңа осындай оқушым, 10 класс болса, мен осындай дипломат болғым келеді, қандай жол бар деп. Маған не жауап келді? Жаңа Правда газеттен осындай институт бар екен. Өйткені мына институт тізімде жоқ, мынандай. Сіз есіңізде бар, мынандай болатын бір осындай үлкен бір кітапша, сонша бәрі Совет үкіметінің бүкіл жоғары білім беретін орындары, институт, университет. Оған кірмейді ол. Сосын мен сөйтіп әйтеуір соған барып мектептен кейін оған түсу не рекомендация дейді. Оны алу үшін енді әкем соғыста болған партияның мүшесі маған берді, мен бірше түсе алмадым енді, бірақ емтиханның бәрін тапсырдым. Екінші рет әскерге бардым. Әскерден кейін енді әскерден шынында айту керек, түсу оңай болды. Өйткені ол кезде сондай еді. Сондай енді заман болды ғой, сөйтіп түсіп, содан кейін енді мен оны оқыдым, маған енді мен өзім маған не берді, Лаос тілі. Лаос деген сондай бір мемлекет бар. Сіз Лаос тілін білесіз осы, иә? Білдім деп айтып, енді ұмытып қалдым, шын айтып, өйткені пайдаланған жоқ. Лаос тілін, сосын тағы бір тіл білесіз ғой? Француз. Мен енді сол екі тіл берді, Лаос пен жаңа француз, енді сол сөйтіп, сонымен сосын тағы бір жағдай болды. Қысқасы мен осы ГИМО-ға 2 рет түстім да, сол әйтеуір соны бітірдім. Оны тағы бір не болды, оған мен Алматы шетелден оны мен бітірдім. Сонда енді сөйтіп мен негізі былай шынымен енді халықаралық жағынан мен маманмын. Тіл жағынан болса енді Лаостың өкінішке орай ұмытып қалдым. Онда істеген. Мен бітірейін тұрғанда Совет үкіметі бітіре бастады ғой. Уже жұмысқа да ол қиын болды. Сосын бірақ мен мына сыртқы Қазақстан, Қазақ Совет Социалистік Республика сыртқы істер министрі, мен 90-шы жылы соған кіріп, содан жұмыс бастадым. Сонда сөйтіп істеп жүрдім де, сосын егемен тәуелсіз болдық. Ана жақында 25-ші біз мейрамымыз болды ғой, біздің ұлттық мейрамымыз. Сонда мен есімде бар, қалай бізде оны біз енді ұйымдастырған. Сіз Лаос тілін оқыдым дедіңіз ғой, МГИМО-да. Сол кезде сізбен қатар оқыған, бір группада оқыған жігіттер кейін Лаоста ма, бір басшы ма бірдеңе болды ғой. Сіз жазып отыратынсыз анда-санда. Үлкен қызметтер атқарды ғой. Мен енді бір оқыған бір кісі, ол қазір Ресейдің бір Африкада бір елшісі, қалғанын мен білмеймін. Енді кейбірлер оқығандар елші де болған, кейбірлері мына айтты ғой, жаңа Совет үкіметі бітіріп кеткеннен кейін олар сол сыртқы істерден кетіп қалды. Ол кезде мына 90-шы өте жағдай қиын болды. Жалғыз бізде емес, Ресейде сол кетіп қалды. А сіз қашан кеттіңіз сыртқы істер министрлігінен? Енді ол мен негізі, мен шын айтайын, мен ешқандай кететін ойымда болған жоқ. Мен кеткен себебі мен енді жаңағы Францияда істедім, бірінші Қазақстан Республикасы елшісінде консул деген жаңағы виза беру мәселесі, сосын Қазақстан азаматтарының құқығын қорғау шетелде. Парижде тұрдыңыз ба? Парижде, иә. Содан кейін 4 жыл Швейцарияда істедім. Швейцария астанасында Бернде істедім. Содан кейін тағы 1,5 жыл неде істедім, Францияда. Сонда
не болғанда мына сайлау болғанда сайлау кәдімгідей мына сайлау болғанда сайлау болады ғой мына парламент сайлау Қазақстан шетелде сайлау өткізіледі өйткені біздің азаматтар сосын елшінің қызметкерлері бар олардың отбасы мүшелері бар олар да дауыс береді олар да қатынасады соған болғанда мен төраға болғанмын сонда төраға болғанда маған енді ол кезде 2007-де ме 2008-де ме сайлау болған парламент сайлау сонда елшіміз маған анау жаңағы бос бюллетенді Нұр Отанға тастап жібер деп сондай маған бұйрық берді мен соған қарсы жәшікке сал деді ма мен қарсы болдым бір екеуін салған жоқсыз ба арасында жоқ өйткені ол жерде адам аз көп болса енді көп болса бір 100 болатын шығар мен салған жоқпын вот содан бастап менде проблема басталды мен былай айтқанда мен мына сыртқы істер жүйесіне мен сондай бір сай болған жоқпын бірдеме проблема басталды біраз қысқасы маған былай айтты сен мен айтқам мені Қазақстанға жіберіңіз мен өзім сол мен бұрында істеп жатыр ғой бір мына елшіліктің жұмыстан шығайын бірақ сыртқы істер министрі істей берейін деп содан кейін мен арыз жазғам да мені жаңағы босатыңыз мені енді сыртқы істер министрі Астанаға қайтайын деп маған жоқ еді жоқ сіз қол қоймаймын ана не қоясыз мен тіпті сыртқы істер министрі мүлдем кетемін деп мәжбүр болдым бірақ мен ойлағам мен сонда жазсам да мен Астанаға келемін сыртқы істер министрі келемін де өзгертемін жаңағы енді мен бұрында мен басқа менің мамандығым жоқ сол кезде ана қағаз салсаңыз осы уақытта Швейцарияда жүретін едіңіз әлде Францияда бір жерде істеуші едім былай кейін өкінген жоқсыз ба соны неге сала салмадың жоқ қазір мен жауап беремін сізге в общем қысқасы мен келдім мен ойлағам маған айтты сен бұрында істеп жатрсың ғой давай істей бер маған жоқ маған ана кадр бөлімінде маған бірден босатып жіберді өзім шын айтайын өзім таң қалдым мен ойлағам мені қалтырады деп жоқ мен осылай енді бірақ содан кейін мен жұмыссыз қалған жоқ мен 4 жыл жаңа сіз МГИМО дедіңіз ғой бір МГИМО бітірген ол мынандай бір мынандай танымал емес бір азамат бар ол өзі бизнесмен сол азамат мені жұмысқа алды мынандай Қазақстан Францияның бір іскер кеңесі болғанда сол Қазақстан Франция іскер кеңесі мен жауапты хатшысы болып 4 жыл жұмыс істедім содан кейін 2012 жылы енді мен анау жабылды мына жаңа кеңес сондан кейін мен жұмыссыз қалдым 10 жыл жұмыссыз жүрдім қайда барсам мені ешқайда алмайды есік жабық мына бір айтты қалай сен Қазбек сен білімің бар бір институтқа бармайсың мұғалім болып арыз жазамын жоқ қайда бәрі есік жабылды содан кейін сұрақ қойып жатырсыз өкінбе жоқ өкінген жоқпын өйткені мен негізі ұстаным дұрыс болды мен таңдаған жолым дұрыс болды сондықтан мен қазір міне азамат ретінде мен енді бұрынғы дипломат ретінде мен өз ойымды ашық айта аламын ешкімге мен жаңағы тәуелді емеспін мен азамат ретінде айтамын мен жаңа үкіметті сынаймын ана басқалар тыныш отыр енді сыртқы істер министрлікті істесе мен енді елші болады деп енді мен қоймаушы едім мен енді сезіп тұрмын бір енді кенжесі бірден болатын шығармын сонда жаңағыдай сыртқы істер министрлігінде дауыс беру өткізілді ғой бізде де қаншама елшілігіміз бар біздің Қазақстанда сол жерде де жаңағыдай бюллетенді жәшікке салғыза ма Нұр Отанға анағымдағы кәдімгідей сайлау орны сол жерге келесіз ол жерде тәуелсіз бақылаушылар жоқ қой кім бақылаушы болады кім бақылайды ол жерде елшілікте дауыс беру процесі дұрыс кім бақыламайды мен сізге айтайын мына шетелдегі дауыс берген ол негізі ешқандай ықпал жасамайды өйткені адам біздің азаматтар аз тұрады былай мойындау керек қой бәрі бақылау болу керек қой жоқ мынандай ғой мысалы соны сұрағым келіп отыр едім да сізден қазірге мысалы енді елде сайлаушылардың бәрі елде ғой енді иә шетелде мысалы 1% мүмкін солайша 1% сайлаушылардың енді ол жерде мысалы дауыс ұрламаса да қолдан жасамаса да ештеңе шешпейді ғой шешпейді бірақ енді мен негізі мен тұрғанда өзіме сұрақ қойдым қалай мынаны жаңағы бос ана бюллетенді тастаймын соны қолдаймын мен жоқ мен қолдаймын мен былай ойладым негізі әкем есіме түсті мен ойладым менің әкем соғыс ешкімнен қорыққан жоқ мен неге мына ешкімнен қорқамын деп мен қарсы шықтым сосын жаңағы шетелде келетін енді өте саны аз сайлаушылар ғой солардың бәрі мысалы жаңағы дауыс берген кезде бәрі билік партиясын жақтап дауыс беруші ме еді жоқ вот мен сізге сұрағыңыз өте орынды мен бірінші емес бір екі рет не болғанмын сондай жаңағы төраға болғанмын негізі мен сізге айтайын шетелде дегенде көбі мына біздің елшілік қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелері иә сосын шетелде тұрған оқитын студенттер бар студенттер жаңағы біздің азаматтар шетелде тұр енді негізі олар енді үкіметке қарсы емес бұл
Мен ол кезде жаңағы ана ЖДЗП дедіңіз ғой, партия. Мен айтқанда мына билікке мысалы бір енді 60% берсе, мына жаңағы ана партияға, оппозиция партиясына бір орташа бір 15%. Вот мен 2 рет 3 рет болдым, негізі қалай болса да бір 15% оппозицияға дауыс беріледі. Әйтеуір мен өзі көргенім осы. Сондықтан мен айта аламын, осылай болады. Сосын жаңағы сіз енді сайлау дедіңіз ғой, біздің азаматтарымыз да тұрады. Оларға бұл сайлау келу Қазақстан азаматтар бір жағынан мейрам. Мен Францияда істегенде бірінші сонда біз бір апайдың атын ұмытып қалдым. Бәрін басы озылатын жер ғой. Иә, олар апай, оның қызы французға тұрмысқа шыққан ба, сол апай келеді бізге. Мені күйеу баламды жұмысқа келеді, біз оны жаңа күтіп аламыз, жаңа шашу шашамыз деген сияқты. Шынымен біздің азаматтарға ол сондай бір мүмкіншілік, жаңа Қазақстанға бір азаматтық көрсету деген негізі жақсы өтеді. Ол енді оны кәдімгідей жиналады, кәдімгідей бәрі анау не жаңа кабинкасы бар. Бірақ та мен сіздің жаңа айтып тұрсыздар ғой, ол ештеме шешпейді ғой, 1% деген сияқты да. Мен осыған онша 1% болсын, 2% болсын, оны бәрі бақылау керек қой, бәрі бірдеме. Бақылау болу. Мысалға Түркиядағы сайлаулардың кезінде байқайсыз ба, дауыс берген бюллетендерді қапқа салады да, әр партия соны өзінің дауысын санаған кезде 200-300 дауыстың өзі үлкен рөл ойнайды. Шетелде қатты рөл ойнайды, мысалы ақш-та да сондай. Біз 1% деп айтсаңыз, 1% деген бірталай адам, оның үстіне Қазақстанның елшілігі көп қой шетелде. Өзіңіз бір-екі сынап жүргеніңізді байқағам. Бізге осы мысалға Конго республикасында Қазақстан елшілігі керек па бізге? Ол Конго ма, Африканың бір жерлерінде бір елшіліктеріміз бар. Солар керек па бізге? Анау Аргентинада бар мысалға да, Бразилияда бар. Бразилия мақұл, үлкен мемлекетінде, басқалар ше. Шындығында Конгода жоқ. Конго біздің қателеспесем, біздің елшілігіміз оңтүстік Африкада бар, содан кейін Эфиопияда бар. Басқа мемлекетті білмеймін. Енді мына Латин Америкасында бар шығар, бірақ енді мен оны айта алмаймын. Бірақ мына біздің мемлекеттер неге біздің Қазақстан осы Африка мән береді, мен үшін айтайын, мен түсінбеймін. Біз 2018 жылы біз не болдық қой, біріккен ұлттық ұйымда қауіпсіздік кеңесінің несі болдық қой, мүшесі болдық. Сонда төрағасы болдық. Төрағалық болдық. Сонда ОБСЕ-ның төрағасы. Иә. Сонда біздің, мен есімде бар, біздің бір сыртқы істер министрінің орынбасары айтқанда 7-8 бағытны біздің негізі мақсатымыз осы сол төрағалықтың соны бір Африка. Мен түсінбеймін, неге Африка? Қандай қатынасы бар біздің Африкада? Мен түсінбеймін. Мен кейде маған сіз айтасыз ғой, мен дипломат деп сұрақ. Мен шынымен мен дипломат ретінде мен түсінбеймін. Қандай біздің қатынасымыз, мүддеміз Африкада? Оның әрқайсысында қаншама ақша кетеді. Елшіге бар, елшінің көмекшілері бар, орынбасары бар, бірінші хатшысы, үшінші хатшысы, оның елшіліктің екінші, үшінші хатшысы ма, біздің қауіпсіздік комитетінің қызметкері болады ғой, негізі. Жазылмаған заң бойынша да. Олардың бәрін ақша кетеді ғой. Мүмкін жаңағы біздің елшіліктер ашылған себебі мүмкін біреуді жұмысқа орналастыру шығар. Иә, бізде Назарбаев бұрынғы айтысы ғой, бұрынғы жақпайған қызметкерлерін үлкен лауазым жоғарыда жүрген беделді адамдардың бәрін елшілікке жібереді. Бізде енді елшілік ашу президенттің құқығы ғой. Жоқ, әрине президенттің құқығы, оны ұсыныс негізі сыртқы істер министрі түседі, содан кейін президенттің құқығы. Мен енді айтып тұрмын ғой, мен жоқ, қарым-қатынас жоқ деп айта алмаймын. Әрине, Африкада да біздің мүмкін елшілік керекті шығар. Латин Америкада мүмкін керек шығар. Но қазіргі жағдайда дәл осы мынандай елші деген немене? Енді елші болады, оның жаңағы кеңесшісі болады, оның қосып бухгалтер міндетті түрде болады, шопыр болады, тағы басқалар болады, диплом. Оларға үй бересің, бала шағасын оқытасың. Ғимарат ұстау керек. Ғимарат ұстау керек. Әрине ол шығын. Мүмкін енді мен былай айта алмаймын, бірақ бір күдік бар, мүмкін жаңағы біреуді орналастыру. Оны тағы айту керек, оны енді көп білмей шығар, мына біздің шетелде істейтін дипломаттардың жалақы жаман емес. Қанша шамамен? Мемлекеттің ақшасы ол, сұрай берсек болады ғой. Тұрған еліне байланысты болу керек. Ол тұрған ел, бірақ енді мен шын айтайын, мен білмеймін қазір. Кемі қанша, кемі? Мен қазір айтайын, мына бірінші елшінің ақшасы, мен қателеспесем, $5,000 сондай шамалы. $5,000. Өйткені елші 30 одан кейін төмен жүреді ғой басқа қызметкерді.
сол 5.000-нан былай төмен түсіреді олар біз. $5.000 былай қарасаң аса көп емес сияқты жоқ, оны былай есептеу керек. Ол мысалы $5.000 ғой, ол тек тұрақты айлығы. Сосын бізде Қазақстанда бір жақсы мемлекеттік мейрамдар көп қой. Мейрамдың бәріне премия жүреді ғой, сыйақы жүреді ғой. Кішкене мен түсіндіріп айтайын, жаңағы мына жалақы бар, кәдімгідей жалақы иә жаңағы. Содан кейін мына дипломаттарда, әсіресе елшіде не бар анау. Енді былай айтқанда тегін жүріп тұрады. Тегін ол ақша береді, ол мысалы орысша представительские расходы. Ол мысалы ол оған не бақылау жоқ, ол тексермейді ол ақша. Бірақ ол ақша неге беріледі? Мына біреуді шақыру керек, өйткені кейбір мәселелер болады. Жүрген тұрғанына бір шайға деген сияқты. Шайға біреуді мысалы сіз мысалы шетелде біз өте маңызды бір енді кездесу өтсе. Оған ақша соған бөлінеді. Ол негізі дұрыс. Ол жаңағы бізде емес, бүкіл мемлекетте сондай. Бизнес структурада да бар ғой ол. Иә, содан кейін екінші мәселе мына жаңағы шетелде әйтеуір біздің Қазақстан сыртқы дипломаттары мына енді үйге беру керек қой, пәтер беру керек. Ол үкіметтің мойнында. Содан кейін машиналар бар. Үкіметтің мойнында. Бензині үкіметтің мойнында. Бізде тек қана мен қателеспесем елші ғана оны бәрін жаңағы шығыны үкіметтің мойнында. А дипломаттар олар енді кәдімгідей жаңағы магазинге бір тамағын алады, содан кейін мына жылуына, электр қуатқа төлейтін өз ақшасын төлейді. Негізі қарапайым халық ойлайды, мысалы өзім де сөйтіп ойлаймын, елші болған рахат жұмыс қой деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Енді сіз негізі дұрыс айтасыз. Мына шетелде енді оны шетелде әр дипломаттар не бар жаңағы. Иә, ол қарым-қатынас жаңағы айттым ғой, ақша беріледі. Ол жай ана қалтасына салуға берілмейді. Ол неге беріледі? Ол жаңағы кездесу өткізуге. Сосын тағы қосымша біздің дипломаттарға не береді? Ақша береді киім алуға. Мысалы костюм, жаңағы тағы бас киім, аяқ киім, соған да ақша беріледі. Біздің дипломаттарға сондай ақша беріледі. Мысалы біз қалтасынан шығын шықпайтын болып тұр ғой олар. Егізіп қараса сол. Жалақыңды аласың, киіміңді береді, тамақты өзің алатын шығарсың. Қалғаны рахат десе рахат деген. Сосын олар ана мәдени шараларға да тегін барады екен. Мен қайбір жылдар ана Прагада жүрдік қой, азаттықтың несінде бір 3 ай тұрған кезде, сонда бір 2-3 рет неге бардым. Бізде енді мына ел ішінде жүргенде біз айтамыз ғой, ойбай біздің бір әншіні, болмаса жаңағы бір мәдениет қайраткері шетелге барып жаңағыдай бір гастрольдерде жүреді ғой, бір жаңағыдай. Сол кезде біз мында отырып көбіміз жазамыз ғой, жаңағы осындай әншіні әлем таныды, жаңағы Францияны таң қалдырды, Англияны шок қылды, болмаса жаңа Еуропаны ұлттық өнерімізбен осындай қарық қылды деген сияқты айтып жатамыз ғой енді. Прагада бір көргенімде, енді аты жөнін айтпай ақ қояйын, өте бір белгілі кісі жаңа сол жерде бір концерт қойды. Сосын мен бардым. Сосын қарап отырып, ана жерде бір келіп жатқан бір чех жоқ жаңағы. Зал толып алған, біраз Қазақстанның студенттері бар, шетелде оқып жүрген, енді бәрі жаңағы туған елдің, туған жердің адам болғаннан кейін келеді ғой енді. Одан кейін қарасам, қалғанның бәрі әр елшіліктен келген жаңағы дипломаттың өкілдері екен. Сөйтсе, сыртта елшілікте былай істейді екен. Мысалы Қазақстанның бір несі келіп жатыр ма? Бүкіл елшілікке, Прагадағы болмаса басқа ел. Сол мемлекетте тұрған елшіліктер көп қой енді. Соған бір шақыртып жібере салады екен, екеу. Енді ана кісілер тұрады, тегін билет, тегін фурш еді. Сонымен залды толтырады екен. Ол негізі бәрі сөйлейді. Жалпы Қазақстан елшілігі емес. Бәрінде сондай. Бәр жерде сондай. Сосын мына жаңа сіз айттыңыз ғой, жұмыс рахат. Иә, былай қарасаң, мысалы мына не болады? Қабылдау күндері болады. Әр елші өзінің несі бар ғой, мейрамы, мемлекетпен ұлттық күні. Сол күні қабылдау шақырады. Сонда барасың, жаңағы сені қабылдай, жаңағы вискini ұстайсың, виски ішпесең жаңа шарап, тағы бір деме, шырын ішесіз, жүресіз, әңгімелесіз. Мен рахат дегенде былай айтып отырмын да, егер сол өзі барған елші мемлекет пен Қазақстан арасында сауда-экономикалық қарым-қатынасты керемет дамытып жатқан болса, онда ол елшінің жұмысы зор деп бағалауға болады. Бірақ енді біз өзіңіз айтып отырсыз ғой, біз Африкада қайдағы мемлекеттер, оларға бізге бір сауда-экономикалық қарым-қатынасымыз болмауы мүмкін де олармен. Тіпті кейде сол елшінің өзін ұстап отыратын ақшадан гөрі ақшаның өзі бізге қымбатырақ түсіп кетеді. Иә, дұрыс айтасыз. Бар сондай. Сосын нені көрдіңіз бе? Осыдан 3-4 жыл бұрын Ташкентте Қазақстанның елшілігінің ғимараты дау болды ғой. Мен соны көрдім елшілікті. Бір күні Ташкентке бардым. Барсам қасымда бір өзбек жігіт бар, сол көрсетті, мынау Қазақстан елшілігі деп. Қарасам анау бар ғой, біздің Астанада Ақорда сияқты екен анау.
елшілік енді анау Ташкенттің ортасында Қазақстанның елшілігі деген бар ғой. Білмеймін анау президенттер қалай отыратын қайдан, біздікі сұмдық екен. Сөйтсе ол дау болды ғой. Ол ана берген ақшаны жеп қойды деді, жауапқа тартты ма біреуді орнынан алды бір сыртқы істер министрінің орынбасарын. Сосын сізден тағы бір нәрсе сұрайыншы. Жалпы Қазақстанның осы дипломатиялық қызметкерлеріне қоятын талаптың біреуі бойынша шетелге барған елші 3 жылдан артық сол жерде қызмет етпеу керек қой. Егер мен жаңылмасам, осындай бір уақыты бар. Егер ол 3 жылдан артық сол жерде тұрып жұмыс істейтін болса, ол сол жерге бейімделе бастайды. Яғни сіңісіп кетеді. Сол Қазақстанның интерес мүддесін ескермеуі мүмкін. Сол себептен 3 жыл сайын ауыстырып отырады деп мен оқығанмын осыны. Мүмкін енді 5 жылғанша, 4 жылғанша бірақ ауысып тұру керек. Енді сіз айтыңызшы, біздің елшілер осылай ауысып тұра ма? Бір кеткен елші кейде сол кеткеннен кетеді ғой. 5 жыл ратады. 5 жыл ма? 5 жыл. Ол әр елшіге байланысты, конкретно әр елшіге байланысты. Өйткені кейбір мысалы елші қалай жаңа уақыты өтсе де, бірақ оның қарым-қатынасы жергілікті үкіметпен өте жақсы. Ондай да болады. Ондай кезде қалдырады ғой. Өйткені Қазақстан мүддесіне бұл қалғаны дұрыс болады. Негізі сіз дұрыс айтасыз. Енді оны созуға болмайды. Өйткені көп жұмыс істесе, ол ана істеп отырған елдің мүддесін ойлайды. Ол солай. Солармен тамыр-таныстан байланысып кетеді ғой. Сондықтан 4 жыл ауыстырады. Ал егер бұл елші жұмысын жақсы істесе, егер бұл қазақтың мүддесіне сай болса, оны қалдырады. Ол неге де байты? Дипломаттар да солай. Олар көп істемейді. Ол мысалы бұл жерде істейді, мысалы бір елде. Оны мүмкін Астанаға жібермесе, басқа елге жібере салады. Ауыстыр. Негізі Астанаға келіп, сыртқы істер министрлігінде жұмыс істетіп алу керек қой. Кейбіреулер болады. Содан кейін кетеді. Бізде ол проблема, өйткені бізде мына елшіліктен істейтін қызметкер саны көп, Астанада жоқ ондай. Қайтып келгенде оларға орын жоқ. Енді сосын тағы мен бірдеме айтайын деген жаңа ғимарат тұр. Енді біз жаңа мен айттым ғой, біздің шетелден ақшаны жақсы алады, алады. Ол бір жағынан біздің ғимараттар ол Қазақстанның жаңағы беті. Біз оны мындай арзан, мындай ол да дұрыс емес, оны дұрыс түсіну керек. Өйткені қарайды ғой, қандай мен түсінемін, Ақордаға ұқсайды, бірақ дегенмен де ғимарат жақсы болады. Сондықтан біз дипломат енді былай сынап жатырмыз ғой, бірақ дегенмен де олар Қазақстанның өкілдері. Жақсы көріну керек. Қалтасына қарау керек қой бәрібір. Мысалға Астанада ақш-тың елшілігі тұр ғой. Қараңыз, өте қарапайым, үлкен бірақ қарапайым. ақш енді ол да. Ал біздікі енді Өзбекстанда Қазақстан елшілігі деген бір меніңше 4 бөлмеге жетіп қалатын шығар оған. Келісемін, бірақ дегенмен де оны мен сізге түсініктеме беріп жатырмын. Олар мына біздің үкімет сөйтіп қарап жатыр. Сондықтан біздің үкімет даңғойлық қой ол, даңғойлық қой. Ол кезде мүмкін қабылдаған жаңағы жағдайымыз жақсы болсын. Әрине қазір мынандай елші, мынандай коллективі көп адамдар, ол әрине бұл біздің бюджетке бұл ауыр болып жатыр. Сондықтан мен толық келісемін, кейбір мемлекет қажеті жоқ бізге елшіліктер. Жаңа сұрағымды жалғастырайыншы, мен бір ауыз айтып кетейін. Мысалға Олжас Сүлейменов Қазақстанның Италиядағы елшісі болды ғой. Қанша жыл болғанын мен білмеймін. 95 жылы ма кетті елшілікке. Президент боламын деп амбициясын байқатып алды да, содан кейін Италияға елші қылып жіберді ғой. ЮНЕСКО-дағы елшісі болды Қазақстанның. Содан бертінге шейін елші болды. Көп болды. Неге 3 жыл сайын немесе 5 жыл сайын ауыспады? Ол кісі бір сұмдық дипломаттығымен танылды ма? Созуға болады ғой. Болады ғой, бірақ енді соншалық деген білмеймін. Өзіңіз жаңа айттыңыз ғой, сайыстан алыс жүрсін деп, енді Олжас Омарұлды сонда жіберген шығар енді. Бірақ мен Олжас Омарұлды... Бірақ Олжас Сүлейменов келгеннен кейін бәрі айтып тастады ғой. Келгеннен кейін Назарбаевты сынады ғой, білесіз ғой? Білемін, мен кітабымды білемін, кітабымды алдым ғой. Енді ол кісі Олжас Сүлейменов былай айтқанда, мына Италиян қойайық елші болды, мына ЮНЕСКО-ның бұл өте танымал азамат. Мен өз көзіммен көрдім ғой, көрдім қалай Олжас Сүлейменовқа басқа ұлттар қарайды. Мен бір рет өзім бір не болған, бір көрме болған да, сонымен Олжас Омарұлдың қасында жүргенде, тілмаш ретінде, сонда бір башқұрттың бір азаматы келіп бүйтіп, амандасып, қуанып, қандай. Сондықтан Олжас Омарұлы Сүлеймен ол негізі енді тұлға. Сондықтан ЮНЕСКО болған бұл ең сондай лайықты, сондай шынымен мен куә болдым, оны сыйлайды, басқа мемлекеттің елшілері қандай болды, жалғыз мына бұрынғы совет үкіметі емес. Сондықтан кейбір не болады осында, мен біреулер жаңағы 3 жыл 4 жыл сөйтіп, кейбіреулер көбісі. Енді жаңа мен айттым ғой, Олжас Омарұлы Сүлейменов ЮНЕСКО болған бізге өте жақсы болды. Мен мысал үшін сұрадым тек қана. Бір материал оқып қалдым.
Ауыт Мұқибекұлы жазған ау деймін. Кезінде Назарбаевтың кезінде Мұхтар Мағауин ұлтсыздан ұран деген мақаласы бар еді ғой, атақты мақала. Соған мен бұрын көрмеппін, сол мақалада жаңа Ауыттың Мұқибекұлының жазған мақаласын қарап отырсам, сыртқы істер министрі болып тұрған Тоқаев сол кезде Мұхтар Мағауинге жауап жазыпты. Жаңа Мағауинге ұлтсыздан ұранына жауап жазыпты. Сонда бір сөз қазір сұрақ ретінде қойғым келіп отыр. Сонда Тоқаевтың жауабында былай айтады: біз жаңа мемлекеттік тілді дамытып жатырмыз, осындай деп келеді да, бүкіл жаңа сыртқы істер министрлігіндегі қызметкерлерге қазақ тілін білу міндеттелген деп. Қазір осы сыртқы істер саласында істеп жүрген біздің мамандардың бәрі қазақ тілін біле ма осы? Қай жылы айтқан ол? Тоқаев жаңа сыртқы істер министрі болып тұрған кезінде айтқан. Ол 2000 жылда, 90 жылдардың соңында ғой. Одан кейін Ыдырысовтың өзі министр болды. Ыдырыс қазақша білмейді. Енді ол заң бәрі қалған шығар енді ол сол кездегі. Қазір жағдай басқаша. Қазір мына айттым ғой, қабылдау күні болады ғой. Міндетті түрде елші қазақ тілінде. Біз мемлекеттер қазір мына бүкіл жаңағы документ оборот дейміз ғой, бәрі қазақ тілінде. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Біз ешкім қалай мен мысалы Қазақстан елші болып, мен басқа елшілердің өз коллега мен орысша сөйлеймін. Мен мысалы Францияда істесем, мен онымен сол француз тілінде сөйлеймін. Мысалы араб тілінде істесем, араб тілінде сөйлеймін, бүкіл қағаз, документтер, қабылдау тек қана қазақ. Біз мемлекет, басында мен мойындаймын, мен істегенде де мойындаймын. Біз кейде орысша да жауап беретінбіз Астанаға, сыртқы істер. Қазір тек қана қазақ. Ерлан Ыдырысов қайда қазір? Күмән жоқ. Бұрынғы сыртқы істер министрі қайда қазір? ақш-та жоқ, ол қазір кетті, ол қазір пенсияда, мен қазір білсем білмеймін қайда тұр. Бірақ ол кісі бертінге шейін жүрді ғой министрлікте, бірақ ол қазақша білмейтін. 2 рет уәде берді ғой. Уәде берді, жанжалдасып қалған кездер болды. Ол кісілер мына шетелмен сөйлескенде, мына министрлер, олар ағылшын сөйлей береді. Өйткені бәрі ағылшын сөйлейді, сондықтан. Ал негізі мына документтер, құжаттар, бәрі тек қана қазақ тілінде. Оған ешқандай сізде күмән болмасын, бәрі қазақ тілінде өтеді. Онда біз мемлекет енді қанша 30 жылдан астам басқа тілде. Онысы жақсы екен. Енді қазіргі сіз енді бұрынғы дипломат деген болмайды ғой, бәрі дипломат қой сіз. Сосын саясатты жақсы қарап жүрсіз, сосын Фейсбуктағы парақшаңызда күн сайын байқап отырамыз, кез келген ақпаратты жібермейсіз, жаңа қоғамдық өмірді, саяси өмірді қатты қадағалап отырасыз. Осы өткен аптаның соңында бір-екі нелерде, мысалы бізде кезектен тыс президенттік сайлау болады. Мысалы президент Тоқаев жаңа Біріккен ұлттар ұйымына хатшы болып барады деген әңгіме айтылып жатыр. Енді мен содан кейін бір қарап көрдім, сөйтсем Біріккен ұлттар ұйымының қазіргі хатшысы 2 жылдан кейін жаңа қызметі бітеді екен. Сіз қалай қарайсыз? Тоқаевтың Біріккен ұлттар ұйымына хатшы болып баруы мүмкін ба? Бас хатшы ма? Бас хатшы. Мына айту керек, мына кім болсын, Тоқаев болмасын, басқа біреу болсын, кім хатшы болды, оны шешетін лайықты не болу керек, тұлға болу керек. Мысалы, лайық Америкаға лайық, Қытайға лайық, Англияға, Европаға жалпы лайық, Қытайға Сирияға лайық, араб мемлекеттеріне лайық, анаған лайық, мынаған лайық, сондай адам болу керек. Сондықтан кім болатыны, олар өзара алдына негізі келісім, сондай шешімге келеді. Енді сіз нақты, егер біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы туралы айтсаңыз, ол кісі істеді ғой, Швейцарияда болды ғой. Швейцарияда ол, біз Біріккен ұлттық ұйымдары жаңағы, олар неде де бар, Женевада бар. Сол оны басқарған біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы. Ол біздің тарихта әр адам оған қоймайды. Оны сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлы сонда басқарды. Сіз айтып отырсыз, оны ақш-та басқаларда қарайды деп, яғни үлкен мемлекеттер қарайды ғой мәселесі. Бірақ Назарбаев айтты ғой, Біріккен ұлттар ұйымына мен жібердім деді. Жоқ, енді ол лайықты кандидатура бұл негізі. Енді Назарбаев айтқан шығар солай. Бірақ енді сіз сұрағансыз, енді нақты жауап берейін. Былай қарағанда біздің президент бар жағынан қарасаң, ол лайықты болуы. Енді мен айта алмаймын, ол болады. Соған мен де бүйтіп ойланып қарадым да, сөйтсем енді Біріккен ұлттар ұйымының жаңа бас хатшысы ол сайланбайды ғой, 5 мемлекеттің жаңа қауіпсіздік кеңесінде 5 мемлекет бар емес па, жаңа Англия бар, ақш бар, Қытай бар, Ресей бар деген сияқты, Франция бар. Енді сосын Біріккен ұлттар ұйымының хатшысына мынандай талаптар қойылады екен, жаңағы аймақтық саясат көп рөл ойнайды екен. Енді бүйтіп қарап отырсақ, мысалы осы күнге дейін
мысалы Перуде болған, Еуропадан шыққан, сосын Кореядан шыққан, одан кейін жаңағы Африкадан шыққан жаңағы төрағалар болған. Енді кейінгі мысалы Тоқаевтың сөзіне қарап отырсақ, мысалы Орталық Азия плюс деген форматты Тоқаев күшті айтады. Мысалы Орталық Азия плюс Япония, Орталық Азия плюс жаңағы Қытай, Орталық Азия плюс Ресей, Орталық Азия плюс Еуропа, Германия, ақш деп кете береді. Енді бүйтіп қарап отырсақ, енді Біріккен ұлттар ұйымына хатшылыққа осы күнге дейін түркі аймағынан ешкім бармаған. Мүмкін қазіргі геосаяси жағдайға қарағанда түркі аймағы, Орталық Азия, мысалы Украина соғысынан кейінгі Ресеймен қақтығысы бәрінен қараса бір кеп тұрған сияқты. Сосын мен тағы айтайын деген, мына қазіргі төраға кім? Гутьерреш. Қателеспесем Португалиядан. Португалиядан. Ол демек Европадан болмайды. Енді Африкадан шыққан. Бұған дейін болған 2 рет. Енді қараңыз, енді негізі Азияның кезі келіп тұр. Оңтүстік Кореядан бұрын болған. Азияның кезі келіп тұр. Енді ол кім Азиядан болады? Оны енді біз білмейміз. Бірақ негізі мына Европа мемлекеттен болмайды. Америкадан айта алмаймын, бірақ осы негізі Азияның кезі келіп тұр. Азияның ішінде ол жаңағы түркі мемлекеттер ме, оны мен білмеймін. Бірақ енді негізі сайыс басталды. Сондықтан кім біледі оны. Мен Руслан пікіріне келіспей отырмын. Шоусқа, мысалы өткенде Шоусқа жиналыс болды ғой, Шоустың жаңа несін өткізіп берді ғой жазда. Сол кезде жаңа Гутьеррдің өзі келді. Мен сол кезде таң қалдым, неғып келіп отыр деп. Бірақ ана сол кезде біздің президент енді дипломатиясы өте сұмдық қой, енді ана бүйтіп айтып отыр да, әлемнің тең жарты елдері Шоустың несіне байланысты дегендей. Былай айтып отыр, кейін қазір маған қарсы пікір айтқысы келіп отыр. Ол мемлекет басқарған адамдар Біріккен ұлттар ұйымының хатшылығына бара алмайды деп. Өйткені кейін екеуміз осы жерде бір шай ішкенде таластырғанбыз. Мен ол тұрғыдан айтқан жоқпын. Соны кейін қарасам, бірақ жаңа Біріккен ұлттар ұйымының хатшылығында болған адамдар емес, өзі бір 10 шақты адам, мемлекет басқарғандар премьер-министр деңгейінде, енді оларда премьер-министр ғой, енді былай. Сол деңгейінде адамдар бар екен. Жоқ, бас хатшының кетуіне 2 жыл қалды дедің, қазір? Қазіргі, иә. Енді Тоқаевтың президенттік мерзімі аяқталуына пәленбай жыл болды. Сіз Тоқаевты сонда кетіргіңіз келіп отыр ма, түсінбей отырмын. Мысалы енді әлем сұрап Тоқаевтың кеткенін қалап отырсың ба, түсінбей отырмын. Жоқ, қазіргі жорамалдарға мен ой жүгіртіп отырмын. 28 жыл бола ма президент сайлауы бізде? 29. Мерзімнен бұрын өткенде де 28-де болды. Кәдімгі әлі бір 3 жыл уақыты бар әлі. 2 жыл бұрын, 2 жылдан кейін бола қалады дейтін жағдай жоқ. Осыны Тоқаев өзі үнемі айтып жүр ғой кейін кезде, Біріккен ұлттар ұйымын реформалау керек дейді. Үнемі өстіп реформалау керек деп айтады. Бірақ сіздің пікірлеріңізді мен тыңдаймын, үнемі оқып тұрамын, сонда сіз айтасыз, кейде Қазақстан осы халықаралық мәселелерде үлкен ұсыныстар айтады деп айтасыз да. Бірақ ол бізге керек па Қазақстан? Оны біз шешпейміз, оны үлкен мемлекеттер шешеді. Сосын осы Біріккен ұлттар ұйымына реформа жасауды кезінде Назарбаев көп айтатын тұғын. Әңгіменің бәрінде осы Біріккен ұлттар ұйымын реформалау керек. Бір кезде есіңізде ме, 2015 жылы айтты, Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерін Азияға көшіру керек деді. Осы Астананы айтқысы келді деп айтқан жоқ. Сондай жағдайлар болған. Ол әшейін бір кезекші әңгіме шығар деп ойлаймын. Жоқ, реформа негізі керек. Ол не қараңыз, мына Біріккен ұлттар ұйымы қашан соғыстан кейін болды ғой. 45-46 жылғы. Жеңімпаздар мемлекеттер осыны ұйымдастырды. Жеңімпаз. Енді қазір оның алдында ол 30 жылдар болды, кейін басқаша өзгеріп қалды. Енді қараңыз, енді қазір өзгерді ғой. Мысалы, жаңағы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі Франция. Енді Францияны экономика салмаған алсақ, Индияны алсақ, енді жоқ, бұл жерде сіз басқа нәрсе айтып жатсыз. Біріккен ұлттар ұйымы емес, сіз айтып отырсыз, қауіпсіздік кеңесін айтып отырсыз. Қауіпсіздік кеңесі. Ол жерде 5 мемлекет бар ғой, тұрақты мүшесі, сосын тұрақты емес мүшелері бар. Біз әңгімеміз Біріккен ұлттар ұйымы туралы отыр ғой. Сол қауіпсіздік кеңесі шешеді ғой, 5 мемлекет. Негізі 5 мемлекет кеңейту керек. Басқаша онда Индия бар оған, үміткер, енді бір Қазақстанда болды бір мүше. Уақытша мүше болды. Уақытша мүше, сосын тұрақты мүше. Тұрақты мүшені көбейту керек. Тұрақты мүше, оның ішінде Индия бар, оның ішінде Германия бар, оның ішінде Пакистанда бар, Түркия бар, Турция бар. Көрдіңіз, қанша мемлекеттер бар. Енді менімше бұлар енді Бразилия бар. Оны бұлар шешу керек. Мысалы, кейбіреулер, мысалы, Египет, Мысыр мемлекеті, мысалы, ресейлер мысалы мыналар қабылдаса, қытайлықтар басқа мемлекетті қабылдайды.
сондықтан айтып жатқан бәрі айтады. Ол жалғыз біздің президент емес, Назарбаев та емес. Оның алдында реформа керек, шынымен реформа керек. Өйткені қазіргі қауіпсіздік кеңесінің енді жаңа жағдайы сай емес халықаралық жағдайға. Оны өзгерту керек. Ол негізі болады. Оны Тоқаев айтып жатыр, басқалар да айтып жатыр. Ал мына біріккен ұлттық ұйым енді ол қалай болса да ол енді халықаралық ұйым, ол соны бірінші ұйым деп қала береді. Иә. Ол жаңа мен айтып отырғанда жаңа хатшылыққа мен енді өзім жаңа былай сараптап өрем жеткенше бір қарап отырғаным ғой. Енді сол жаңағы Тоқаев кетуі мүмкін дегеннен кейін қалай кетеді дегенге. Енді бірақ ана мен жаңа айтып отырған Орталық Азия плюс форматы негізі Тоқаевтың идеясы емес, ол баяғыда Барак Обаманың кезінде басталған плюс формат деп. Бірақ соны қазір Тоқаев президенттікке келгелі өте жақсы жаңағыдай жалғастырып кетті. Бұған дейін болған жоқ енді, Орталық Азияда бәрі соған қарап отыр, плюс деген сияқты. Демек ол немен де жақсы, ақш-та қолдайды деген мәселе ғой. Қытаймен қытайша сөйлесе алады, қытай тілінде. Орыстарға да мысалы Ресейге де өзіне бір таныс сондай бір адамның өтуі. Сіз егер Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымындағы бас хатшы болып кетті делік та, сіз айтып отырсыз ғой, біздің үкіметтің шешімін Біріккен ұлттар ұйымына сотқа беремін деп. Ол жаққа тағы айтып тастайды сосын. Жоқ, ол басқа халық адам құқы бар. Қазында айтып отыр. Мен түсініп жатырмын. Біз көрдіңіз бе, біздің қазіргі президентіміз негізі мына тұлға ретінде лайық. Ол болады енді оны Құдай біледі негізі. Меніңше енді бір жағынан көрдіңіз бе, сіз айттыңыз елді басқаратын адамдар әлі тарихта ондай премьер-министрлер бар екен. Екі премьер-министр болыпты. Сыртқы істер министрі болды. Содан кейін қалғаны біздің болды ғой. Женеваны басқарды. Дегенмен сосын тағы біз айтып отырмыз ғой, жаңа реформа болады. Оны мына жаңағы үлкен мемлекеттер жаңағы қауіпсіздік кеңесінің мүшелері шешеді шығар. Бірақ ол реформа болды. Енді бізге енді білмеймін, Қазақстанға егер мысалы сіз айтасыз, біздің президент қанша кетсе, бізде көрдіңіз қандай мәселе. Соны екінші жағына тағы осы ойға неге ауыса беремін деген тағы бір екінші бір несі бар екен. Сингапурға барғанда президент Тоқаев ең бірінші рет айтты деймін, егер шатаспасам, әлемдегі мықты жаңағы озық дамып кеткен державалар орта дәрежедегі державалардың сөзін тыңдау керек. Мәселен, қақтығыстарды шешу үшін соларға құлақ асу керек деді. Орта дәрежедегі державаны Қазақстан деп таныстырды да, былай қарағанда. Енді мен кейіннен ойладым, соңғы уақыттарда ойладым да, президентке Тоқаевқа осы сөз, осы жаңағы не үшін керек болды да айтып өтепші. Өзіңді өзің отырып алып біз орталығы дәрежедегі державамыз деп айту деген бір түрлі ғой енді былай айтқанда. Ол да жаңағы үлкен саясат үшін айтқан сияқты көрінді маған. Орта держава деген негізі оны президент Тоқаев шығарған жоқ. Ол бір бұрыннан сондай ұғым бар, орта держава деген. Оны енді былай енді Қазақстан негізі жатады орта держава. Өйткені біз мына экономика деңгеймен басқамен салыстырғанда біз енді жаңа 45-ші орындамыз деген сондай орындамыз. Біз мына президентіміз Назарбаев бекер айтқан жоқ, біз 30 дамыған мемлекетке кіреміз деп. Біздің жағдайымыз болды, оны шын айту керек. Сонда біз негізі мына мен түсініп жатырмын, держава деген орта бір-біріне сай емес, бір жағынан держава, бір жағынан орта. Бірақ енді ол президенттің айтқаны, президент дипломат қой. Кезінде не болған, мына совет үкіметі болғанда, содан совет үкіметі болды, сосын мына батыс мемлекеттер болды, сосын не болды, бір қозғалыс болды. Қозғалыс Индия басқарғанына 55-ші жылы, мен қателеспесем, Индонезияда бір қалада сондай мынандай жаңағы енді бір орта мемлекеттер жиналып сондай бір қозғалыс ұйымдастырғанда. Сол мына неге енді қарсы емес, мына сендер жаңа дамыған елдер, жаңа капиталистік елдер, мына жақ социалистік, біз сондай ел деп, сондай болған. Егер емес, мына біздің президент дипломат қой, тарихты жақсы біледі. Соған сүйеніп, негізі мынандай сондай бір ойы бар шығар. Мынандай бізді мына орта жаңа державалар ұйымдастырып, жиналып, сондай бір қозғалыс жасайды. Енді өйткені әлемде үлкендер шешпейді, бізді бірдеме шешу керек деген сондай мағынада. Енді ол жағынан түсінуге болады, негізі дұрыс деп айтуға болады. Кейде осы өткендегі президенттің екі мәрте айтты ғой президент. Ресейді әскери тұрғыдан жеңу мүмкін емес деген сөзін қалай бағаладыңыз? Дипломатиялық былай не болды ма, жоқ? Расымен соны. Не үшін айтты оны? Ол
қайтадан біздің президент дипломат бекер айтылған жоқ әрине. Бұл мүмкін мынандай неге батыс мемлекеттерге сондай сигнал, енді өзі айтқан жоқ, мүмкін келіскен шығар. Мысалы Москвамен келіскен шығар. Соғысты тоқтатайық, ешкім жаңағы сіздер Ресейді мына әскер жинамайсыңдар. Өйткені неге? Өйткені Ресей ядерлік держава. Қалай Ресей ұнайды, бірақ мына әскери жағы ядерлік держава. Оның бір зымыраны, мысалы бір-екі зымыраны бүтін шығарады. Европаны бүтін шығарады. Сондай. Сондықтан айтқан сол, бұл негізі аналарға жаңағы бір сондай бір сигнал. Осыны тоқтатайық. Негізі қазір соғыс тоқтатуға бара жатыр. Бірақ Америка президенті сосын сайлауға түсіп жатқан екі кандидаты да мысалы Путинді жеңеміз деп отыр ғой. Енді ол сайлаудың алдында ол неге сайлаудың кезінде айтылған. Ол сайлауға байланысты. Негізі қараңыз. Америка қазіргі Американы президенті енді әкімшілігі Украина нені зымыран бермейміз деді. Наны тоқтатаймыз. Содан кейін кім Трамп не айтып жатыр? Трамп айтады, мен билікке келсем бірден тоқтатамын. Бұлар Байден командасы, олар да енді сол тоқтатамыз. Сондықтан жаңағы жоғарыда меніңше жоғарыда болғанда мен айтып жатырмын, мына Ресей, Қытай, Америка, Европа негізі сондай бір енді бір ойға келіп жатыр, бұлар тоқтатайық. Өйткені қиналып кеттік дейді ғой. Қиналып мына соғыс көрдіңіз бе? Соғыс бірінші ұзақ болып кетті. Екінші мына соғыс мына халықаралық сауда не бар ғой, сауда бар ғой, сол үзілді. Ал бәріне әсер етеді. Бүкіл әлемге әсер етеді. Бұны неде хуситтар не істеп жатыр, Қызыл теңізде не істеп жатыр. Сондықтан әсер етеді, бұны тоқтату керек. Қысқасы Америка болсын, Европа болсын, Ресей болсын, Қытай болсын, Индия болсын, бәрі сондай тоқтатуды. Сондықтан мына біздің президент бекер айтқан жоқ. Оны сезіп жатыр. Мүмкін оған жаңа айтқан да шығар. Соны давай қояйық, ешкім жеңбейді деп айтады. Енді ешкім сондай маңда айтылған шығар. Бірақ Ресейде әскери тұрғыдан жеңу мүмкін емес деп қояды. Екінші сөзінде айтады, жаңағы бұл мәселе Біріккен ұлттар ұйымының есінде қаралу керек дейді. Енді Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында 91 жылы қабылданған Украинаның территориясы тұр ғой енді. Ол мынандай жоқ, ол қараңыз, мына Біріккен ұлттар ұйымының екі қағидасы. Bir жағынан жаңағы территория бөлінбеу керек, тұтас. Екінші әр ұлт өзінің жаңағы тәуелсіздігіне құқығы бар. Мен мына жақта қаласам, мысалы территориясы, бұл Россия, Украина агрессия жасады. Мына жағынан қарасаң, Донбасс алсақ құқығы бар. Көрдіңіз бе? Ол кім қай жағынан қарайды? Мысалы, мына жақтан қарасаңыз, мынадасыз, бұлардікі дұрыс. Мына жақтан қарасаңыз, мынадікі дұрыс. Бірақ мен тағы айтайын, мына соғыс қазір мәселе емес, кімдікі дұрыс емес. Қазір бүкіл әлемнің Америка болсын, басқа болсын, Европа бәрі мына тоқтатылсын. Өйткені экономика қиын болып жатыр. Мысалы, Германияны біздің Volkswagen заводтар жабылып жатыр. Жоқ, Қазеке, мен оны түсінемін да, бірақ бір нәрсе бар ғой. Президент халықаралық жағдайдан гөрі Германияның экономикасы Volkswagen жабылып қалғаннан гөрі өзімізде Volkswagen'дердің ашылмай жатқанын көбірек ойлау керек қой. Маған кейде Қазақстанның президенті, бұрынғы президенті сондай тұғын, ішкі мемлекеттік мәселесінен гөрі сыртқа көбірек жұмыс істейтін сияқты, сол жаққа көбірек алаңдайтын сияқты болды. Ол бір жағынан Қазақстанды көрсету тұрғысынан айтатын шығар, бірақ негізінде президент ішкі мәселемен көбірек айналысу керек қой. Келісеміз. Оны мысалы сіз дұрыс айтасыз, мысалы анау Америка болсын, олар өздері шешеді ғой, үлкен мемлекет. Украина болсын, олар өздері соғысты бастады, өздері шешсін. Біз өзімізді ойлайық, мысалы ауыл шаруашылықты ойлайық. Мен мына қараңыз, мына біздің қазір Қазақстан Ресейдің еттен бірдеме жасайды ғой, консерві, колбаса, сондай шұқтар жасайды. Соны ең бірінші сатып алатын мемлекет Ресейден Қазақстан болып тұр ғой. Біздің не болды ғой? Семей мясокомбинат қайда? Бүкіл Кеңес одағының кезінде Совет армиясын қамтамасыз еткен. Сондықтан біздің өзіміздің мәселемен айналысу. Ауыл шаруашылық, жаңағы мына жылу мәселесі, электростанция салу керек, жолды көру, бақылау. Не қараңыз, қауіпсіздік ең ақыры сағатты турлау керек деген. Мен сіздің пейіліңізді түсінбедім. Сонда сіз Қасым-Жомарт Тоқаевты Біріккен ұлттар ұйымына жібергіңіз келмей тұр ғой, мына елдің ішіндегі мәселеге салып қойғыңыз келіп отыр ғой? Жоқ, мен Қасым-Жомарт Кемелұлына баға беретін адам емеспін, бірақ жалпы президент ретінде мемлекеттің ішкі саясатымен ішкі мәселесімен көбірек айналысу керек деп есептеймін да. Егер кететін болса, мысалы баратын болса, сіз қолдайсыз ба, жібересіз бе?
Жоқ, жалпы мен бүгін кетем десе де мен түк қарсылығым жоқ мысалға ше. Өйткені президент болатын адам табылады Қазақстан ішінде, кез келген уақытта табылады. Сондықтан бүгін кетем деп жатса да президентті ешкім қой демейді, оның өзінің құқығы бар. Кез келген уақытта президент өкілетін доғара алады ғой өзі заң бойынша. Сондықтан өзі бұрын істеген жері. Мен енді әңгімені басқа арнаға бұрын келіп отыр. Мына Тоқаев туралы әңгіме болды, содан есіме түсіп отыр. Сіз енді көп жыл дипломат болдыңыз, сөйтіп ақырысында біздің үкіметке жалпы қайшы көзқарасыңызға байланысты қызметтен кеттіңіз да. Біздің осы сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеп жүрген адамдардан сіз сияқты кеткен адамдар қанша? Бір санын есептеуге бола ма? Мен білетінім бір 3-4 адам бар. Сондай үкіметтің саясатына келіспей кетіп қалған адамдар көп па? Көп те мен айта алмаймын, бірақ бар. Мысалы мен сізге айтайын, кім бар ғой, қателеспесем Төлеген Жүкеев деген. Төлеген Жүкеев бар. Ол елші болды Иранда, содан кейін мен білемін. Иранда жүрген жерінен кетіп қалды. Ол ана ұжымды жиналып шақырды, айтты. Мен президенттің саясатына қайшымын, сондықтан мен өз еркіне өзім кетемін де сөйтіп айтты. Сол кісі бар. Сосын Болатхан Тайжан бар. Ол кісі пенсияға шығып кетті, зейнетке шығып кетті ме? Болатхан Тайжан ол кісі енді елші болды, ол енді билікке қарсы шыққан жоқ, ол не болды, министр болды, ол кісі министр болды. Жоқ, министр болған жоқ. Болды, министр на внешнеэкономические связи болды. Совет кезінде ол? Жоқ, біз тәуелсіздік алғаннан кейін ол кісі болды. 90-шы жылдар ма? Сосын елші болды, Малайзияда елші болды. Қателеспесем, әйтеуір министр болды. Сосын елші болды. Ол кісі енді зейнетке кетті. Ондай қарсы, ондай неткен жоқ. Менің бойынша, өйткені мен ол кісі жақсы білетін. Біз енді Беларусьта елші болған Ғазиз Алдамжар. Кім қарсы болды? Кім біздің Алтынбек Сәрсенбаев. Ресейде елші болды. Ресейде елші. Жоқ, мен бұл жерде бұл тұрғыдан айтып тұрған жоқпын. Профессионал дипломаттарды айтып отырмын. Ол қалғандары көп қой. Ерік Асанбаев та мысалы кейін қарсы болды деген сияқты. Енді сіздің сұрағыңыз мен түсіндім. Өзіңіз қараңыз, мен сізге былай сіз сұрағыңызға мен сұрақпен жауап берейін. Мен жаңа айттым ғой, жалақы қанша деп. Жалақы қанша? Жағдайы қанша? Мысалы сіз кетеміз, сіз еркімен кетеміз. Сіздің жолдасы не дейді? Айтады, біздің бала шағамыз бар. Ана жерде анау бар, мынау енді кіммен одан өзі кетеді. Ол енді сондай идейный болу, идея ұнады. Сондықтан білмеймін, бар шығар, мен айта алмаймын, бірақ осыдан 3-4 жыл бұрын Қазақстанның Сирияда консулдығында істейтін бір жігіт хабарласты. Аты жөнін айтпай ақ қойын, қажетті жоқ шығар. Мен түсіндім. Сол жігіт хабарласып өзінің жұмыстан әділетсіз кетіріп жатқанын, сосын Қазақстан сыртқы істер министрлігіне жұмыс бермей отырғанын айтты. Енді ана жақтан ауыстырғасын мына жаққа келу керек қой. Сөйтіп хат жазды кәдімгідей, сосын сөйлестік, сол әділетсіздіктің бәрін айтты да жаңағы. Өтіп қызба жігіт екен. Сонымен ол сөйтіп жүрді, ол бірнеше рет ол туралы жаздық, сосын ақырында Астанаға келіп ол мен аштық жерлеймін деді. Плакат ұстап шығамын деді. Соны бір күн жоқ болып кетті жаңағы кісі. Жоқ, сосын звондасам ала алмай қойдым. Енді мен пікір сұрайын дегенмін, кейде журналист болсаң сұрайсың арасында. Жоқ, сосын кейін өзі хабарласты. Арада бір 3 жыл ма өткеннен кейін өзі хабарласып, мен қазір шетелде бір жерде жүрдім деді. Сіз қалай кетіп қалдыңыз, мен таң қалдым да. Мен билікте жүрген адам, оппозицияға былай сынап кеткен адам қайтып бара алмайды ғой негізі көбінесе. Сөйтсем, мен жаңағыдай әділетсіз көрген туралы сіз мақала жаздыңыз деді. Содан кейін тағы бір кісілер жазды деді. Содан бір күні Қасым-Жомарт Кемелұлы шақырып алды деді. Өзі сенаттың төрағасы тұғын деді. Сенің ана өмірбаяныңды, нелеріңді көріп шықтым барлығын. Сенің айтып жүргендерің дұрыс. Бірақ енді сен елшілікке әзір бара алмайтын шығарсың, бірақ менің қасымда жұмыс істеп сенатқа жұмысқа алды деді. Сөйтіп кейін біртіндеп қазір осы араб елдерінің біреуінде сөйтіп кетті. Енді оппозицияға кеткен адамдардың бәрі бірдей бара алмайды емес, кімде кетті ғой біздің жаңағы саясаттанушымыз. Расул да кетті қазір. Оны мына шетелде істегенде бір жағынан мен айттым ғой, жалақысы жақсы, жағдайы жақсы, балаларға да жаңа мүмкіншілік бар, неше түрлі бар. Негізі оның екінші жағы бар. Екінші жағы сіз мына ана коллектив кішкентай, көп болса бір 5-6 диплом. Арасында неше түрлі адам, бәріміз адамбыз ғой, мінездеріміз бар. Өткенде бір шу болды ғой. Иә, арамызда мына мүмкін даже мысалы қызметке жағдай жақсы болса, ертең балалар ұрысып қалады, төбелесіп қалады, әйелдер ұрысып қалады. Сонда әсер етеді. Сондықтан мына шетелде істеген ол енді анау оңай емес. Әсіресе кішкентай. Сіз міне өзіңіз ойлаңыз, осы біз қазір міне 4 адамбыз ғой, 4 күнде кездесеміз, сөйлесеміз, басқа жоқ. Бізді енді ұрысып қаламыз. Сондықтан
оңай емес. Сондықтан мына жаңағы жігіт мен білемін туралы айтып жатқаныңыз, ол ана келген бастықпен арасында бірдеме түсініксіз бірдеме болып қалды. Сосын осылай басталды. Енді сіз айтып жатсыз, ол енді қазір енді сол сыртқы істер министрінің жүйесінде жұмыс жасап бір жерде шетелде. Енді ол да өзі ойлаған шығар, жаңа есептеп, мұнда жүрген не істейді, жұмыссыз жүреді. Аншақта енді маман, мен білемін, ол қателеспесем араб тілін жақсы біледі. Араб тілін жақсы біледі, істеп жатыр. Енді қазір әңгіме отырған ешқандай шу жоқ, жұмысы жақсы. Енді не істейді, енді өмір сондай, ондай. Әріптесім Асекең президентке біраз ренішін айтып жатыр ғой, ел ішіндегі мәселемен айланыспайды, сыртқы мәселемен айланыса береді деп. Енді былай қарағанда қазір кез келген мемлекет бүкіл шекарасын жауып алып ішкі мәселемен дами алмайды ғой. Өйткені инвестор керек, технология керек, шығарған өнімді сыртқа сату керек деп, бәрібір енді сыртпен байланыс керек. Енді өткенде Ресей БРИКС отырысын өткізді. Енді БРИКС былай қарасаңыз, мына жағы Ресей, мына жағы Қытай, мына жағы Үндістан, ар жағы Бразилия деген сияқты. Енді Ресей президенті, Ресей баспасөзі өзі сұмдық көрсетті. Біз енді әлемге Еуропа қауымдастығынан басқа да ұйым құра аламыз деген сияқты, өз валютамызды енгізе аламыз деген сияқты. Енді БРИКСтің несі Путиннің бір көзі ретінде көрсетті. Бірақ Қазақстан президенті БРИКСке қосылмайтынын айтты. Былай қарағанда үш алып мемлекеттің ортасында отырмыз. Сауд Арабиясымен де жақсымыз. Енді кеп тұрған жаңағы байланысқа ортада отырып БРИКСқа қосылмай қою қандай ол? Өте сұрағыңыз орынды. Бір жағынан мен айтайын дегенім, мына былтыр БРИКСтің жиналысы неде болды? Оңтүстік Африкада болды, Йоханнесбург қаласында. Сол Йоханнесбург қаласында біздің президент мына ШОС ұйымының төрағасы ретінде қатынасты. Сонда айтқанда біздің президент былай айтты: біз БРИКСқа үлесіміз қосымыз келеді, нақты мүше ретінде. Демек, біз БРИКСқа кіреміз деп айтты. Енді мына қазанда болған БРИКСтің жиналысында, бір апта бұрын ба, кім президенттің кеңесшісі, жоқ, біз қосылмаймыз деді. Бұл тағы сұрақ туып жатыр. Неге? Бізге біздің мемлекетте сыртқы саяси мәселемен үш ақ қана адам айта алады. Ол президент өзі, сыртқы істер министрі және сыртқы істер министрінің ресми өкілі. Басқалар айта алмайды. А бір жағынан біздің пресс-секретарь Берік Уәли неге айтты? Дәл алдында, енді біз енді егеменді біз Ресеймен жағдайымыз жақсы ғой, біз қолдаймыз, анау доспыз деген сияқты. Бұрыннан келе жатыр. Бірақ сіз айттыңыз ғой, Путин әлемге көрсетіп жатыр. Мен ешқандай изоляцияда емес, бірақ біз айтады. Енді мен білмеймін, ол неге айтқан. Бір жағынан бұл ресми адам емес, ол жауап бермейді. Бір жағынан дәл ненің алдында айтты. Сондықтан меніңше енді көрдіңіз бе, мынау БРИКС бұл енді ұйым болғанда бұл енді негізі жиналыс қой. Бұның бірі жарғысы да жоқ қой өзі. Иә, оның жарғысы, ол хатшылығы да жоқ. Хатшылығы жоқ, ол сондай бұлар жиналыс әңгімені талқылайды. Енді меніңше бұл айтқан жаңа қосылмаймыз деген ол неге байланысты? Мүмкін енді БРИКС кімге қарсы? Былай айтқанда ол ақш-қа қарсы. Жаңағы бұлар енді жаңа өздерінің валютын әлі мәселе туралы көтерілген жоқ, бірақ бірдеме істейміз деп айтып жатыр. Ол ақш-қа қарсы, мүмкін бізге қысылым болғанша. Бірақ енді тағы айтайын. Жаңағы Берік Уәли былай айтты, біз Қазанға келіп қандай шешім? 13 мемлекет жаңағы партнер болды. Оны Берік Уәли айтты ма? Иә, Берік Уәли. Берік Уәлидің айтуға құқы бар ма олай? Вот мен сосын оның құқы жоқ қой, ол айтты. Ол сөйтіп айтты. Сондықтан көрдіңіз бе, түсініксіз. Ол байқамай айтып қойған шығар, бір шай ішіп. Ол байқамай айтты ма, әдейі айтты ма, білмейміз. Бірақ ол осындай бір сондай. Бірақ меніңше Қазеке бұл Абылайдың саясаты ол. Сіз есіңізде ме, баяғыда 90-шы жылдарда Назарбаевты өстіп айтатын, Абылайдың саясатын жүргізеді деп айтатын. Ресеймен де жақсы, Қытаймен де жақсы, анамен де мынамен жақсы. Сосын өтіп кеше анау Донбассқа байланысты Тоқаев айтты ғой, біз мойындамаймыз деп, Путиннің көзінше. Ол кезде мойындамаймыз деп айтты. Одан кейін Ресей жеңілмейді деп айтты. Енді БРИКСқа кірмейміз. Біз бүйтіп жүріп айналып өзіміз қайда баратынымызды білмейтін сияқтымыз кейде. Жоқ, енді әйтеуір бәрін ағынан шығу керек. Жоқ, егер мына аман қалу керек қой. Аман қалу керек қой. Газетке шыққан жоқ па, Абылайдың несі деп саясаты депші деп? Мүмкін солай шығар, бірақ егер халықаралық құқыққа сүйенсек, иә, біз мойындай алмаймыз. Өйткені мына Донбасс ол негізі Украинаның жері, ол түсінікті. Ал енді бір жағынан мына айтты ғой, енді
сіз айтып отырсыз Абылайдың саясаты. Біз айттық, Россия жеңілмейді дедік. Брекситтің алдында Путиннің жаңағы бенефис дейді ғой, Путин бенефис алды, біз айтамыз жоқ кірмейміз дейді. Қазанда барған біз енді партнер болып қалдық. Мүмкін біздің сондай саясат шығар енді. Көп векторлы саясат дейді ғой баяғыда. Жоқ, енді қазір бір жағынан көп векторлы саясатқа енді меніңше енді осымен шектелген шығар. Себебі қазір мына неге байланысты, қазір мына орталық Батыс Америка, сосын Қытай, Россия, Индия бір темірге болады, сондықтан орталықтар болып жатыр. Негізі мына өзгеріс болып жатыр. Сол өзгеріс болғаннан кейін мына бізге енді бір жағынан қиын болады, а бір жағынан мына бұлар өзара бір тіл тапса, бізге жеңіл болады. Егер мына тіл тапса, мына екі Америка мен жаңа батыс пен мысалы Ресей, Қытай, онда біз жаңа көп вектор саясат өткізе береміз. Ал егер тіл таппаса, бізге қиын болады, біз мәжбүр боламыз, кіреміз, кірмейміз деген сияқты. Сондықтан біздің мүдде бұлар тез тіл тапсын. Мысалға Ресей Украинамен соғысып жатырды. Біз барып, Қазақстан президенті барып енді әртүрлі пікірлерін айтып жатыр ғой. Мен жаңа ішкі өзінің мәселесімен көбірек айналыспай ма дегендегі сұрағым, біздің Қазақстан әскерін күшейту керек қой қазіргі уақытта. Соғыс жағдайында тұр көрші мемлекет. Басқа біреумен соғысып жатыр. Өте қиын шиеленіс жағдай тұр да. Біздің әскеріміз қазір бұрынғыдан 2 есе күшті болу керек. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдындағы жағдай ғой қазір шындап келген кезде. Дайындалу керек, енді сен ашық дайындала алмасаң да былай көрсетпей дайындалу керек. Сондықтан сізде бір үміт бар ма жалпы Қазақстан әскерін осы тұрғыда күшейтіп жатыр деген? Мен міндетті түрде мысалы мына Украина соғысы не көрсетіп жатыр, дронды көрсетіп жатыр ғой, мысалы ана дронды. Бізде сондай дрондар шығарып жатыр ма? Ең бірден тез дрон деген сонда әскери құру керек, содан кейін жаңағы біз не көрдік, ана зеңбіректер, жаңа зеңбіректер керек бізге. Әрине, ол ақша, осы дұрыс айтасыз, осымен айналысу керек. Біз ол өйткені ана айтады ғой, кім өзін тамақтандырмаса, өз әскерін ертең басқа бірді әскерін тамақтандырады. Сондықтан әрине міндетті түрде біз кеш оны ертең бүгіннен бастап бәрін әскерімізді көтеру. Сосын мына біздің жас жігіттерді әскери қызметке дайындау. Мен әскер алу деп айтып жатқан жоқ. Мысалы, қару-жарақпен қалай ату, не істеу, оны үйрету керек, оны мектепте үйрету керек. Сосын анау айтады ғой, до призывной подготовки, сондай болу керек. Онсыз болмайды. Әрине міндетті түрде ол біздің жұмысымыз ол. Бірінші түрде соны істеу керек. Бірақ енді бүкіл батыс жабылып, Украинаны мысалы ұстап тұра алмай жатыр ғой, енді былай айтқанда. Біздің бір президенттің өзі мойындап отырса, Ресейді әскери тұрғыдан жеңу мүмкін емес деп отырса. Жоқ, сен бәрі дайындалуың керек қой сен. Дайындалу керек. Құдай басқа салмасын енді ол соғысты. Бірақ енді осы әңгімеден түйгенім бізде Берік Уәли тарихта қалайын деп тұр екен ғой. Мысалы президент айта алмаған сөзді Берік Уәли айтыпты. Бір айтады ғой, ана еліміз аман жұртымыз тыныш болсын, ана біздің ата бабаларымыз, әжелеріміз айтады, есімдер сіздің де есімде бар шығар, соғыс болмасын. Әрине соғыс болмасын. Сізбен әңгімені сол уақыттан бастап, сағат ауысуынан бастап халықаралық деңгейге шейін шығып кеттік қой. Сізге келгеніңізге көп рахмет. Сізге де рахмет, шақырғаныңызға рахмет. Көп рахмет. Сізге де рахмет. Сау болыңыздар.